Бүгін қонақта жазушы, ағартушы Санжар Керімбаев. Бертіндегі мына қазақтардың енді қыз балдардың беделін түсіп кету үшін сырттан импортталған дінді алып келіп, жаңағыдай идеология араласып кеткен. Өзінің ғайыпқа самғат алатын қабілетін ашуды емес, керісінше оның еркіндігін шектеп, бас тастайтын дін келетін болса, онда әйелдер екінші сорт топ шыға келеді ол жерде. Аналар да соны тағдыр деп қабылдап отыра беретін адамдыққа түсіп қалады. Ауғанстандағы әйелдер сияқты мысалға. 21 ғасырдың адамдарының ауруы міне тұр. Бұл экзистенциялық вакуум деп аталады. Далбасалап әдемі әйелі болса да, алтын қасықта екі ұлы, алтын асықта екі қызы болса да, екінші қатын аламын деп шығады, үшінші қатын аламын деп шығады. Диагноз біреу қуыс кеуде. Кішкентай кезінен бастап өзінің рухани тарапын кісі жауып тастаған. салафизм неғып өтіп кетті деген кезінде ар ұяты жеткіліксіз, өзінің ар ұятына сенімсіз адамдар діннен қорғанады. Қазақстанда осы діннен өзінің ар ұятын ұйықтап тастайтын дәрі жасап алады. Қазақ қоғамын надандыққа қарай, діни надандыққа қарай, діни қараңғылыққа қарай тартып бара жатқан ортаның көбеюіне байланысты бірдеңе істеу керек деп ағартушылық бағытқа қарай өмірлерін бұрып жатқан жастарды мен көрдім. Армысыздар, құрметті көрермен, есім Тимур Балымбетов. Бұл менің жеке YouTube арнам, сондықтан да жазылыңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, және де біздің шығарылымдарды бірінші болып Easy қосымшасынан тегін түрде тамашалаңыздар. Және де бүгін белсенді болсаңыздар, соңына дейін қарасаңыздар, біздің керемет сыйлықтарымыз бар, өз бағыңызды сынап көріңіздер. Ал біз бастаймыз. Мен жаңа қонағымды сіздерге таныстыруға асықпын. Сіз біреулеріңіз танитын да шығарсыздар, бірақ мен үшін бұл кісі үлкен бір жаңалық болды. Сондықтан да бүгін қонақта жазушы, баспагер, шығыстанушы, ағартушы, кезінде теле, радио жүргізуші, және де мен үшін философ, бірақ өзі олай айтпай қой деп айтты жаңа маған. Санжар Керімбаев, қош келдіңіз. Қош келдік. Өте қуаныштымын. Келіскеніңізге көп рахмет. Шынымен де мен дайындалғанда бір байқағаным, сіздің енді қырыңыз көп екен. Жаңа өзімде айтып кеттім. Бүгін танымайтын адаммен танысқанда өзіңізді қалай таныстырасыз? Санжар кімсіз дегенде? Біз көбіне ағартушымыз деп айтамыз енді. Енді кім екенін таныстырайын десең, бұл мамандық жоқ та. Ұмытылып кеткен, өліп қалған рухани құндылықтарды қайта жаңғыртушымыз негізінде. Бірақ ондай мамандық жоқ болғаннан кейін амал жоқ, жұртқа ыңғайлы ағартушымыз деп айта саламыз. Бірақ түсінеді, ағартушы деп айтқанда. Өздері солай атап жүр енді. Соған қарағанда оларға солай ыңғайлы болу керек. Бірақ мен өзімнің ішімнен солай ойлап тұрамын да, үнемі ана ұмытылып кетіп бара жатқан, жойылып бара жатқан рухани құндылықтарды тез қайтадан жинап, кітапқа айналдырып, қоғамға айналымға салып жүру керек деп. Өзімнің өмір жолым солай көремін. Енді келесі сұрағыма жауабыңыз ұзақ болуы мүмкін, сонда да сұрайын. Бұндай жұмысқа, ағартушылыққа, жаңартуға қалай келдіңіз? Қалай келген кезінде енді адамның өмірінде біреуге әсер етіп отырады ғой. Мен де жаңағыдай осы Алматыға келіп, ойсыз, жоспарсыз өмір сүретін көп мынандай бір бағыт-бағдарын анықтай алмай қалған көп қазақтың жас жігіттерінің біреуі болып келгенмін, оқуды бітіргенмін сол кезде. Нешінші жыл? Бұл 92-ші жылы, 98-ші жылы Казгу-дің шығыстану факультетін бітіргеннен кейін бұл жерде баяғы Америкадағы золотая лихорадка деген сияқты сол кезде қазақтарда өзінің рухани жаңағыдай тамырын іздеу деген бір жаңа дін келіп атып, сол бір мода болған сияқты елдің бәрі соған қарап жөңкіліп сөйтіп бір әртүрлі топтарға кіріп шығып сөйтіп атқан. Сол кезде бірақ енді олар маған көңілімнен шыққан жоқ. Мен әртүрлі жаңағыдай діни орталарға тартатын уағыздарды көрдім, ешқайсысы ұнаған жоқ. Сосын мен бұл тарихты талайды бұған дейін айтқан, қысқаша ғана айтайын. Оған арнайы түсірілген подкасттар бар, журналистерге сұраған. 98-ші жылы мен Хазіреті Исматулла Қари деген әкесі қармақшылық, бірақ 36-шы жылы қуғын сүргіннің кезінде Дамолла Мырза Ишанның көтерілісінің нәтижесінде соның кесірінен Ауғанстанға көшуге мәжбүр болып, сол жақта туып қайтып келген Хазіреті Исматулла Қари деген кісінің қолында 98-ші жылы бір 40 күндей алдында рухани тәлім тәрбие сабақ алғам. Негізі бірінші өсіп жүре бересіңдер ме, енді өмірің не істейсің, енді өмірде мақсат ақиқат ізденіп соны таппақ, нәпсіңе еріп болмамады, ол сені отқа салмақ, өміріңді енді тиімді пайдалан деп ең бірінші мені оқытып, осындай бір рухани әлемге көзімді ашқан сол кісі. Бірақ енді ол 99-ші жылы тарихи оқиғалар болады, ол кісіні қудалайды, үйіне сол Пакистанға ғой деймін, ол кісіні мәжбүрлі түрде депортациялайды. Ары қарай мен сосын өзімнің білгенімді оқып-тоқып үйреніп кеттім деп айтуға болады. Сосын 2001 жылы Қазақстан телерадио корпорациясы өгізді әбден мынандай экономикалық тұрғыдан күйреп, қирап, бюджетінің бәрі тиынға дейін түсіп, бұрынғы архивтердің бәрі шашылып, төгіліп, қараусыз қалған кезінде ол жерге басқарма төрағасы болып Ғалым Доскен деген ағамыз келген. Ол кісі әлі бар, тірі, әлі де шығармашылықпен айналысады.
сол кісі келеді дағыны, сол жерде ұлтшыл команданы жас жігіттерден жан-жақтан Қазақстан түкпір-түкпірінен шақырып арнайы команда жасақтаған. Сол кезде мен де сол Қазақ радиосына келіп, Жұмабай Шаштайұлы деген жазушы ағамыз бар, ол кісі тірі әлі. Сол кісіден мен емтихан алады, былайша айтқанда. Сөйтіп менің білімімді тексерді дағыны, мынау шығыстану факультетінде оқыған, көзі ашық, біраз нәрсе біледі. Кел деп, мен Қазақ радиосында 2001 жылдан 2004 жылдың сол ұмытпасам қазан айына дейін мен сөйтіп радиода жұмыс істедім. Сосын Дін және біз деген бағдарлама. Дін және біз, Ясауи Шарафаты, сосын керек кәсіп, сосын ғаламшар деген балдарға географиялық саяхатты, Колумб, Васко да Гамалардың өмірін қызықты баяндайтын бір программам болған. Сол айына 4 программа шығарып отырған кезінде мен 2004 жылдың қазан айында Ғалым Доскен ағамыз, мына баланың тілі жақсы, сен бері кел енді өнерін мына жақта пайдалан деп, Алтын Сақа деген қазақтың балдарына, жастарына кітап оқуға құмар қылатын программа ашылған. Яғни бір телеарнада. Яғни жап-жас балдар, студенттер, оқушылар арасында ертегі болмаса жыр, болмаса көркем шығарма оқып келеді дағыны 3-4 сұраққа жауап береді. Соңына дейін барған адамға $500 сол жерде қолма-қол сатып жіберетін тұғын. Енді арнайы өзінің спонсорлары болды. Бұл сол 2005-2006 жылы қатты бір толқын туғызды дағыны, қазақ қоғамында кітап оқу деген бір үлкен трендке айналып кетіп, мен кейін сол кезде өзім бір таксиге отырған кезде бір кісілер танып, сонда айтып жататын өз құлағымнан естідім. 2007-2006 жылдары ғой енді. Сендердің не сиқырларың бар осы телевидение деп айтады. Неге десек, үйімізде оқу деп ұрып балдарымызды оқытамаймыз. Ана телевизордан бірдеңе жылт еткізсеңдер болды, бала шағамыз сол кітапты оқып жаңағыдай қырылып қала жаздайды деп. Енді бір телевидениенің шынымен де бір енді сиқыры ғой, енді құдіреті өзінің жаңағы. Әсіресе ол кезде. Иә, ол кезде енді сұмдық енді өзі интернет жоқ. Иә, телеарнаның өзі эфирінен бір 10 минутқа жылт еткен адам мен көшеде жүре алмай қалатын өзім жұлдыз сезінемін. Ол сондай заман болған, иә. Сосын ол сол жерде жүрген кезде өзі ол кісінің Ғалым Доскеннің мәңгілік Қазақстан деген өзі бір концепциясы болды. Сосын жаңағы алаш туасында күн сөнгенше сөнбейміз деп сондай ұрандатып қояды дағыны. Сол команданың бәрін жинап сол жерде ескертті. Біз бұл жерде жаңағыдай атақ шығарумен, таңғы шығарумен, әдемі киінумен айналыспаймыз. Өздерің көріп отырсыңдар. Міне біздің тәуелсіздік алғанымызға 10 жыл болды. Қазақ мәдениеті, қазақ тілі деген әбден тапталып, жаншылып, шала-жансар күйге түскен. Осыны қайтадан күшейтіп көтереміз. Сондықтан мына ағартушылық бағытта қимылдаймыз. Бірақ деді ол кезде Ғалым Доскеннің бір ескерткені бізге, енді өзі тікелей ескерткен жоқ, енді бөлім бастықтары бар ғой. Солар айтты, бюджеттен бөлінген ақшаның негізгі қомақты бөлімі ремонтқа кетеді. Себебі мынаның бәрі әбден тозып, сынып, студияның бәрі қирап жатыр. Сондықтан айлықтарын сендердің бір 2 жыл, 2,5 жылға дейін ары кетсе 16 мың, 17 мың теңге аласыңдар. Осыған шыдайсыңдар, отан үшін, жер үшін деді. Сол кезде ол $100 сәл асады ма, сонда бір $110 ма, $120 ма, сондай ақ. Соған сол кезде шынымен де ұлт жанашырлар кәдімгі көкірегін жалаң төстерін ашып жауға қарай қарсы шапқан. Сол жердегі менің жаңағы ұжымда бірге істеген жігіттерімнің бәрі әрқайсысын енді басы алтын деп, шашы күміс деп бағалауға болады. Ғалым Боқаш деген жігіт болды, сосын Рахат Мамырбек деген жігіт болды, қайтыс болып кетті. Болат Мүрсәлім деген жігіт болды, Күлтөбені ғой деймін, жүргізді ол, мезгілді ма. Сосын Атажұрт деген болды, Мұрат Қожамқұлов деген жігіт жүргізді. Сосын Назира Бердал деген қыз болды, келіншек болды, Алтын Қақпа деген жүргізді. Сосын Сәуле Әбілдахан қызы Ақжүніс деген жүргізді. Сосын Қанағат деген жігіт болды, Қызғу деген жүргізді, Мархабат деген қыз бар еді қасында. Сосын мың күй, мың ән деп атақты әнші, күйші, жыршылардың бәрін шақырып, әрқайсысына бір неден программадан бөліп беріп, бұл сол кезде 2005, 2004, 2006 жылдары қатты бір толқын туып, бір Қазақстандағы қазақ орта өздері бір жаңа түлегендей, бір баяғы жоғалтқандардың бәрі табылып, бір ұлттық мемлекет құрылып жатқан сияқты қатты бір эйфорияға бөленген. Сол кезде көзбен көрген ағартушылық. Енді ол кезде бір қазақ қоғамында сондай бір әділетсіз, ұятсыз адамдар бір билікте отырды. Сол кезде радио, телерадио өнімдеріне қатысты 50-50 деген бір заң бар тұғын. Қазір бар ма, ол жоқ па, білмеймін енді. Бар, әлі бар ма? Сөйтті дағыны, мына орыс тілді орта мен қазақ тілді орта 50-50, сондықтан эфирдің программасын екіге бөлеміз деп, ұялмағыр ұятсыздар, бет жоқ сонда, этикадан жұрдай. Енді білмеймін, сол кезде қалай қоғам сол арсыздықты, ұятсыздықты көтеріп, қалай сол кезде адамдар толқып көшеге шығып кетіп келгенде мен таңым бар. Себебі адамды ашықтан ашық қорлау, қазақ тілді программалардың бәрін түнгі сағат 3-ге қойып қоятын. Кино көретін болсаң, музыка тыңдайтын болсаң, күй тыңдайтын болсаң, жыр тыңдайтын болсаң, түнгі сағат 3-те қосасың да. Радиода солай болған. Иә, радиода солай болған. КТК 31 хабар бәрі сондайға көшкен. Сосын қазақша программалардың бәріне Қазақстан телеарнасы дейді, онысы кешкі сағат 6-та ма, 7-те ма қосылады, түнгі сағат 12-ге дейін бір 6 сағат па, бір жаңағы эфир таратады. Оның өзі ана сапасының бәрі кетіп қойған, студиясының бәрі күйреп жатыр. Журналистердің бәрі жаңағы 15 мың теңгеге ешкім жұмыс істемейді. Мықты журналистердің бәрі көп төлейтін жаққа қарай кеткен.
осы ауыр шартқа көндікті. Сол жаңағы мен атын атаған жігіттердің бәрі. Біз отан үшін, жер үшін, кейінгі ұрпақ үшін, халық үшін, еліміздің егемендігі үшін, өзіміздің ана тіліміздің өркендеуі үшін осыған төтеп береміз деді. Енді біреулердің әйелі жұмыс істейді, біреулер әйтеуір қараманға отырды деген сияқты. Сол сәтте құдай сақтап мен 2 балам бар тұғын ол кезде. Жаңағы үлкен балам. Қазір 7 дедіңіз? Қазір 7, иә. Ол кезде 2 тұғын. Мен үлкен баламды өзім шешем алды, екінші баламды енем алды, өзім әйелім Жапонияға, Токиоға оқуға кетіп қалды. Мен бойдақ болып қалдым. Сөйттім дағыны құдай сақтап, мен ана жерде сол 16 мың ба, 15 мың теңге ма айлыққа 2 жыл қараманмен су ішіп, ана жерден біз зорға дегенде шыққанбыз. Бірақ енді обалы не керек? Енді Ғалым Доскен деген ағамыз ол енді сөздің, уәденің адамы. Уәдесін берді, орындады. Шынымен де ананың ішінің бәрін енді енді ананың тілімен жалағандай ремонттады, бәрін, студияларын бәрін жаңадан соғылған студиямыз қызығын көре алмадық. Енді себебі студия бітіп жатқан кезде бұл кісінің жұмыстан қысыммен алып тастады. Сіз бүкіл ұжым болып артынан еріп кеттіңіз. Протест жасап 170 адам бір күнде кетіп қалған сол жерде. Ана Ғалым Доскенге жасаған қиянат үшін сол кездегі мәдениет министрі Ермұхамед Ертісбаев сонымен ұстасады. Және ол ерегісін мен көзіммен көргем, ол кәдімгі біздің телеарнаға келіп төрағаның отыратын бөлмесінде кәдімгі екі жақ ұстасып, сол жерде қырғын шайқас болған. Басты себеп ол кездегі? Енді басты себебін енді оның астында не болып жатқанын мен білмеймін, бірақ жалпы ол кездегі министрдің өз көңіл күйі, ол бірауыз өзі қазақша білмейді. Сосын қазақтың әртістерін де танымайды, қазақ мәдениетінде де, қазақ тарихында да ол қақпайды. Ол кезде енді Қазақстанда 2005 жыл президент сайлауы болып, Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбаев енді тырнақшаның ішінде өзін өзі өлтіріп, сондай бір ауыр қоғам орнағаннан кейін авторитарлы режим күшіне мінді дағыны. Сондықтан сол кездегі экс-президенттің тағайындаған министрлері өзін патша сияқты сезінетін тұғында бәрі белден басып кете беретін тұғын. Сондықтан олар нақты себептерін білмеймін, енді олар бір нәрсені айтқым келеді, бірақ қолында құжат болмағаннан кейін айта алмайтын әдет бар ғой. Сондықтан қолында құжат болмағаннан кейін мен оны мынандай себеп деп айта алмаймын. Екеуінің арасында бір сондай бір нәрсе жүріп жатты. Бірақ енді келіспеушілік дейміз, иә, келіспеушілік деп айта салайық. Сондықтан енді бірақ енді ол кісінің жаңағыдай қазақ тілді ортаны, қазақ тілін, қазақ тарихын, әдебиетін мынандай жақтырмайтыны енді түрінен шығып көрініп тұратын еді. Сондықтан ол ұлттық телеарна оның жанында шыған жоқ, оны ешкім танымайды да, оған 2 қойын 1 сом тұғын. Сондай жағдай болған. Сол кезде мен сол команданың ішінде осы ағартушылық, ұлттық бағыттағы ағартушылық деген дерт, шок менің жүрегіме тағы да келіп түседі. Сол Ғалым Доскен деген. Енді басқа да адамдар болды ғой, енді Исламбек Тәуекел деген болды, Тұрсынжан Шапай деген кісі болды, ол кісі әлі бар. Тағы Гүлнар Салықбаева деген ақын тәтеміз болды, ол кісі әлі де бар өмірде. Олардың бәрі ұлтшыл бағыттағы ағартушылар еді. Шетінен сен тұр, мен атайын, енді олардың қасында біз ешкім емес едік. Біз 27-28-дегі баламыз, әлі 30-ға толмағанбыз. Олар бізге сол көп нәрсені айтып түсіндіре алмай, шаштары ағарып ататын тұғын. Бірақ кейіннен енді бұл кескілескен шайқас 2006 жылы болған кезде осы қиянаттың бәрін адам көреді. Үкімет дегеніне, билік дегеніне, парламент дегеніне, президенттің жаңағы шексіз билігі деген неге апарып салады, соның бәрін адам көргеннен кейін оянады тағына. Содан рухани жаңағы, бұны енді культурная война деп айтады өзі, мәдени майданда, сол кезде біз көзбен көрдік. Сосын адамның ішінде бір сондай ерегіс пайда болады. Жаңағы Ницшенің айтатыны бар ғой, адамды өлтіріп тастай аласың, бірақ сен оны жеңе алмайсың деген сияқты. Сондықтан өлтірсеңдер өлтіріңдер, бірақ біз енді жеңілмейміз деген бір сондай бір ерегіс пайда болып тағыны біз кеттік ары қарай. Әлі күнге дейін күресіп келе жатырсыз. Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз мәдени майдан деп. Соңғы мына шыққан кітаптардың арасында Өзбек атамызға арналған өміріне, жасаған жұмысына және де бізге әлі күнге дейін тиіп жатқан жақсылығы жайлы жазған кітабыңыз. Айтып берсеңіз, неге бұл кісі, неге бұл кітап, неге қазір? Олай болатын себебі қазір қазақ қоғамында қазақ жастары көбіне, мен енді әсіресе Астанаға барған кезде көп көрдім, ұлтшыл жас балдарды Алматыда да көрем, жартылай орыс тілді, болмаса жаңағыдай орыс жоқ, енді қазақшылыққа қарай қайтадан ауысып жатқан. Сосын енді мынау қазақ қоғамын надандыққа қарай, діни надандыққа қарай, діни қараңғылыққа қарай тартып бара жатқан ортаның көбеюіне байланысты бірдеңе істеу керек деп ағартушылық бағытқа қарай өмірлерін бұрып жатқан жастарды мен көрдім. Бірақ біз енді Диас досымыз, біреу сол, мысалы Unknown Kazakh Talks'та мен Диас деген жігітті көрдім, келіншегі Әйгерім екеуі, мысалы өздері орыс тілді болса да, балдарын енді қазақша өсіреміз деп, ешқандай орыс сөзін естіртпейді. Баласын, мен Батыр деген баласын көрдім, 4 жасар. Шынымен де баласы қазақша жап-жақсы сөйлейді. Әкесі мен шешесі оның қасында қайда, әке шешесіне сабақ береді қазақша. Жоқ, ұрсады екен ол. Неге орысша сөйлейсіңдер деп. Айтып қалса. Онысын маған көрсеткен жоқ қайта. Сәлем. Сөйтті дағына, мен сондай сондай жастарды көрдім. Бұлардың бәрі мына мәдени майданда қалай шайқасу керек, кімдер шайқасты,
ол тактикасын қалай жасайды өзі, стратегияны қалай құрады, фундаментінде не тұру керек. Оны олар ана тілдік фактор үшін ескеріледі. Ана қазақшаға жүйрік болмағаннан кейін, ана тілінен, ана кішкентай кезінен, бесік жырынан бастап тыңдап өспегеннен кейін, ана ізге түсе алмай тұрады. Сондықтан бұл бір шетінен біз жаңағыда біз мәдени ғылыми майданды дұрыстап көрсетейік деп бір 50 тұлғаны тізіп алып, былтыр бұл әңгіме, былтыр қыркүйек айында 22-ші жыл. Сөйтіп мектепке арнап бір әрқайсысын 30 беттен бір тезис жасап, таныстырайық деп, мен Қаныш Сәтбаевты, Бауыржан Момышұлын, Өзбек Жәнібековті мен мойныма алып, қарап ақтарып көріп отқан кезде, сол мені іздегенге сұраған, бір ойды бір ой түртеді, бір жоқты бір жоқ табады. Осында бір білгім келеді деген студенттердің клубы бар, жастар жиналып әңгіме айтады, 100-дің үстінде. Соларда маған телефон соғады, осында Өзбек Жәнібековті бір ақтарып төңкеріп жүрдіңіз ғой, соның жастарға қызық болсын, өмірін айтып беріңіз деп. Жарайды, мақұл дедім да, кітапханаға барып, тағдыр тағылымы деген кітабын оқыған кезде, бұл кісінің мәдени майданды негізі бұның ең қарқынды жүргізіп, ең көп жаңағы тәжірибе жинап, қаһарман болып шығатын жер бұл Торғай облысындағы шайқас. Негізі бұл кескілескен шайқас, сол жерде бұл жаңағы бір тура полигонға барған сияқты бір жаңағы дайындықтан өтетін. Сол жерін оқып мен өзім таңғалдымдағыны, жастарды отырғызып қойдымдағыны, тек Торғайдағы болған мәдени майданда аналарға 1 сағаттан аса әңгімелеп беріп едім. Ана балдардың көзінде оттың жанғанын көрсем, сонда оны 15, 16, 17, 18 жасар балдар енді. Ішінде біреу туған ағам баласы отыр екен. Сол жаңа үйіне барғаннан кейін айтқан ғой, енді жаңа терісіне сыймай отырғанға сыртқа асып төгіліп, соны туған ағамыз мындай дейді, бүгін не істегенсің сен мына балдарға? Не болды десе, мыналар бір тауды қопарып жіберетін бір жаңа тау жығатын екпінмен келіп есік теуіп кіріп тағын, көке сен білесің бе, Өзбек әлі не істеген, Торғайды қалай көтерген деп. Ол шынымен де таңғажайып оқиға болған рас. Бұл негізі өмірде өте сирек болатын оқиға. Ол кезде Торғай облысы деген не орталық арқалық. Өзі қалада қанша 16-20 мыңнан асатын ба халық тұрады өзі. Өзі ол жерде қоғамдық орыннан 25 адам шомылатын монша ғана бар. Не гастроном жоқ, өрде не аэропорт жоқ, не өрге темір жол бармайды. Басқа ештеңе жоқ. Құр мынандай маң далаға. Дала. Иә, сол жерден облысты құраттағыны, облыстың орталық арқалық бекітіп, Брежнев қабылдайтағыны, бұларды ал жігіттер қорықпаңдар, қаржылық қолдау бәрі болады, сендер тек қорықпай істей беріңдер деп, Қонаев Ан-24 деген самолетпен сол жерге ұшып барып қонаттағыны, халықтың бәрін жинап, ал жаңа облыс ашылды, міне сендердің жаңағы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші хатшыларың, атамандар мына Сахан Құсайынов болады, жаңағы идеология жөніндегі хатшыларың Өзбек Жәнібек, бұған дейін комсомолдың бірінші секретары болған, өзі оның атауы жер жарып тұрған. Жақсы сау болыңдар дейді да, Димекең самолетқа мінеді, қош бол, арқалықта ұшып кетеді. Соны алып далада қалады. Соны жазады естелігінде. Мен барып ана жерде жатайын деп бөлмеме, маған берілген бөлмеге кіріп қалсам дейді, терезе стекло сынып қалған, полдың еденнің бетіне мынандай 10 сантиметр қар тұрып қалған, осы жерде 3-ші секретар ұйықтау керек ана жерден. Соны бұл тұраттағын мына қарды тазалаңдар, сонымен жуынатын су жоқ, қарға жуынып, шайынып. Сол жерде ана бұның бір шетінен неменде мына кітаптың ішінде бар. Әуелі мәдениет, сосын экономика деген бөлім бар. Сонда мына Қазақстан біздің қазір 30 жылда мына экономика қалай күл-талқан шықты деген кезде, енді мәдениет күл-талқан болды деген кезде, әуелі экономика, сосын мәдениет деп соққан. Және ол жиналыста мен болғам, 94 жылы Нұрсұлтан Назарбаевты Казуге шақырған. Әуелі экономика, сосын демократия. Иә, мәдениет, тіл, тарих. Ол жиналыста мен болғам 94 жылы әр группаның старосталарына жаңағыдай Назарбаевпен жолығуға не берген, билет берген. Соны менің жаңағы старостым бармаймын, мен қызықпаймын деді. Берші, мен Назарбаевпен сөйлесейін дедім дағын, алып қызық көріп, 2-ші курста. Казгудың геофагының ішінде бір залға мен кіргем сол кезде. Сол жерде отырғанда 70-тегі, 65-тегі мынандай ұлтшыл профессорлар бәрі бірінен кейін бір тұрып алып, Нұрсұлтан Әбішұлы, қазақ тілінің мәртебесін қалай қыламыз енді? Нұрсұлтан Әбішұлы, Қазақстан тарих қайтадан жазыла ма, жазылмай ма? Нұрсұлтан Әбішұлы, ана инвесторлар келіп жатыр дейсіз, ұлттық қордағы ақшаны бақылаймыз ба? Механизмі қандай деп сұраған кезде, қысқан кезде, ол кезде әлі авторитарлы билік жоқ, 94 өзі шашылып қалды. Ана кісі қысылып, ана сұрақтарға шыдай ма, ең соңында менің көзімше айтқан. Айналайындар, 30 жылдан кейін күннің сәулесімен жүретін машина шығады, сол кезде сенің мұнайыңды ешкім алмайды. Мына рынокта сұраныс бар кезде мен мұнайды газ сатып ұлттық қорды ақшаға толтырып алайын. Тіл, тарих, анау мынау бәрін сосын сұрайсыңдар, мынандай болады деген. Мен соған сеніп, ырза болып, ойпырмай мына бір Құдай бере салған бала екен деп, алғаш рет сол 98 жылы ауылға барсам, пенсия алып, адамды теңгені ұстап көріп отыр екен. Ойладым, ойпырмай Нұрсұлтан мықты жігіт екен, уәдесін орындады. Адамның бәрі бір ақша ұстап жатыр деп. Сөйтіп еді, қызықтың көкесі одан кейін болды ғой, жаңағы 2005 жылдан кейін басталды ғой бәленің бәрі. Сондықтан мен бұның бәрін көрдім. Содан кейін мына ненің ішінде бұл өзбек әлі осын кері айландырып жібереді. Арқалыққа барған кезінде сөйттағын тоқтай тұрыңдар дейді. Бірінші мәдениетті көтерейік, экономиканы сосын көтересіңдер. Сөйтті бұл ең бірінші тазалық мәселесі дейді да, барлық 50 үйден асатын болса, үкімет монша соғып бересін дейді. Сосын әр үйге совхоз директорларын бәрін міндеттейді.
жерге отырып тамақ ішпейсіңдер, дөңгелек стол жасап бересіңдер, столдың үстіне тамақ ішесіңдер, жерге жатпайсыңдар, кереует жасап бересіңдер. Сөйтеді дағыны ауылдың арасындағы төгіп тастаған көң қоқыстың бәрін трактормен шығартады дағыны, бәрін арықтың бәрін тазалатып, бәріне тал ектіріп қояды сол жерден. Сөйтіп олар гүлденеді ана жер. Сөйтеді дағыны ол ештеңке емес. Торғай әуендері деген фестиваль ұйымдастырып, бүкіл Қазақстандағы талантты әнші бишілердің бәрін жинайды дағыны, бірінші рет көш ұйымдастырады мынандай. Сонда таңғы сағат 6-та ма адамдар оянып жатса, сүйінші тұрыңдар, той деп аттың үстінде дүгүдүк баяғы орта ғасырдағыдай ана бастарына шыт байлап алған жігіттер атпен шауып жүр. Ондай мәдениетті көрмеген, ұмытып қалған халық қалаға шықса, ұзын сонар көш келе жатыр еді. Көштің ішінде Ыбырай Алтынсарин тұр, Шоқан Уәлиханов тұр, Абай тұр. Мында грузовик машиналардың үстіне киіз үй тігіп, алтыбақан тігіп тастаған ананың үстіне. Бір қараса, Қыз Жібек пен Төлегеннің күймесі кетіп бара жатыр ана жерде. Алдары өсе, Қожа Насыр бір ешек мініп алған. Ананы көріп, бұлар есінен танады. Содан концерттен концерт. Ол ештеңе емес. Мен жаңағыдай өлкетану музейін ашамын дейді дағыны, Өзбек әлі. Ана жерде бір ескі зданияның ішін бәрін ремонттап, 3 этаждан тұратын қылып, бұл 72-ші жылы қазақ тарихын оқу тыйым салынып, мен есімде сол кезде оқығам. Мектепте оқытады, Қазақстан тарихын алып келді дейді. Пышақтың қырындай жіп-жіңішке бір кітап алып келесің, оны оқытпайды да. Біз Куликова шайқасы, ана жаңағы Пересвет пен Челюбидің жекпе-жегі, екеуі бір-бірін өлтірді. Соның бәрін Емельян Пугачевтің көтерілісі, бәрін жатқа соғын. Онан білмеймін. Сондай болып отқан кезде бұл барады өлкетану музейі дейді дағыны, қазақтың тарихы сақ ғұннан 5000 жылдан бұрын басталады деп, атам заманнан бері тауып алған ана жаңағы неден қоладан жасалған заттың бәрін қояды дағыны, ана жердің бәрін шоколад жасайды ғой. Сол мысалға қатысқан сөзі Раиса Райымбекова деген, оның несі болған, оң қолы болған. Мен ол кісіні көрдім, тілдей сөйлестім. Сол айтады, Өзбек ананың ішін біткен кезінде дейді, тілімен жалап түнгі сағат 12-ге дейін бәрін сүртіп, ең соңында ешкімге сенбей, ертең өзім ашамын деп кілтті алды, қалтасына салып алып, таңғы сағат 8-де келіп ашып, сонда облыстың бір секретары Сахан Құсайып ананың ішін ашқан кезде есінен танып құлақ бола жатады. Неге десем, себебі ананың ішін экспозицияны жасаған кезінде өзінің таныстарын пайдаланып, баяғы комсомолдағы Клим, Москва мен Ленинградтың музей жасаудың шеберлерін бәрін әкеліп жасатқан дейді. Ананы көрген кезде басқа әлемге өтіп кетті дейді ғой. Бұның даңқы дүркіреп, Торғай облысының Торғай ауданы мен Амангелді ауданындағы, оның ар жағындағы ит өлген жердегі ауылдағы 80-ге 90-ға келген селкілдеген дірілдеп тұрған кемпір мен шалдардың бәрі ағылып келіп музей көріп, бұлардың бәрі жойды оянады. Содан айландырған 2,5 жылдың ішінде 73 жыл ма Торғай облысы СССР-дағы миллионер 4 облыстың біреуінің қатарына кіреді дағыны, бұларға социалистік еңбек ері деген атақты ана кімге тағап, бірінші секретарға сөйтіп дағыны Ленин орденін әкеп туға тағап, туды сүйеді, өзінің сол заманның жаңағы нравтары ғой. Содан дүркірейді бұл Торғай. Содан бұның бәрі, бұл әбден сөзді әлі Алматыда жоқ, ұлттық фольклорлық ансамбль деген, сөзді Шертер деген ұлттық жаңағыдай аспаптарын бәрін жасайды, шеберлерді Алматыны алдырып, бәрін үй беріп, бәрін жайғайды дағыны. Сол үшін Тойған Ізімова деген биші жас қызды Ақтөбеден алдырып, оған ұлттық биді үйрету үшін МХАТта профессор болып жүрген Галушкевич Ольга деген бір кемпірді алдырып, сөйтіп дағыны ол кісіге ана интеллектпен екеуі айтысып тартысқан кезінде ақыл парасатымен ананы жеп қойды дейді, жұтып қойды дейді Ольганы. Ольганың ананың адамгершілік парасатына құлаған соншама сіз не айтсаңыз да істеймін деп айтты дейді. Сөйтіп айтты дейді, қазақтың биін маған мынандай немен емес, теориямен, ғылыммен жасап бересің деп, ана ішіне философиясын. Содан ол өзі 50-ге келіп қалған кемпір еді, сол кездің өзінде дейді. 74-ші жылдары, 72-ші жылдары қалған бүкіл өмірін 93 жыл өлгенге дейін тек қазақ мәдениетін зерттеп, бақайшығына дейін тексеріп, тек қазақ биінің жаңағыдай нелерін, философиясын дамытуға арнап, көзбен көргендер айтады, ол кісі тамақ ішпейтін еді дейді. Мына сазгердің жігіттері айтады, қашан көрсең Қазыбек деген темекі шегіп отырады, кофе ішіп отырады, қарны ашса бір сосиска жейді, болды дейді. Мына екі шетінде том кітаптар тұрады дейді. Көкпар, кілем, тоқу, жаңағы жүн сабау, жаңағы бояу түрлері деген оқи берген Галушкевич. Сөйтіп мына Алматыға келген кезінде кейін Торғайда да жинайды арқалықта. Осы Алматыға мына Мыңбаев деген ауылға алып барып 90-ға келген жаңағы Жамал деген ба әже сол жерде отырып алып жаңағыдай бидің қимылдарын біледі, осы кісі ескі деп. Сол жерде жүн сауып отқан жерінен барып темекі шегіп басында жаңағы Галушкевич қарап отырады дағыны. Содан бұл кітап жазып, екі кітап жазады 84-85 жылдары бұл. Содан ал Торғайда жүрген кезінде ең бірінші жаңағы Тойған Ізімоваға киім тіктірген кезінде Большой театрға Москваға алып барып, соның шеберханасында, подвалында бұған киім тіктіреді. Сөйтіп бұлар ең бірінші фольклорный ансамбльді Алматыда емес, Торғайда шығады, Шертер деген атпен. Сөйтіп бұлар шетелге шығып, Мозамбикке барып, Африкаға барып, өзі 74-ші жылдары СССР-дың адамы шетелге өлше шыға алмайды. Сол кезде бұлар шығады. Содан 84-85-те бияққа келеді. Енді осы жерде бір қызық айта кетейін.
қазір дейді миллион жерден сен балет өнерін, операны сен насихаттай бер дейді, бәрі менталитет күш алып кете береді. Яғни қазақтар көбейгеннен кейін балдарын балет өнеріне бермейді. Енді біреудің енді әйелін аспанға лақтырып жіберіп бөтен қағып алу деген қабылдай алмайды ғой біздіңкілер, енді ойбай біртүрлі деген сияқты. Шәкен Аймановтың жаңағы Тақиялы періштесіндегі эпизод сияқты. Сондықтан ұлттық биге қарай ауып бара жатыр дейді. Және бұлар ұзақ билейді. Ұлттық биді билейтіндер, балериналар сияқты отыздан аса беріп пенсияға шықпайды. Зейнетке ерте шығады. Енді дейді, Тойған апамыз айтып жатыр маған, сен сенесің ба дейді, соны баяғыда Өзбек Ольганы шақырып, соған кітап жазып жатқанда бәрі мазақтап күлген, кімге керек сенің ол кітабың деп дейді. Қара, өйткені ұлттық өнер өліп жатты ғой, мына бір өзі күресіп жатты. 91 жыл сыр тарап кетеді дағы, Қазақстан құрылып қалады дағына, қазақтардың саны өседі, ұлттық мәдениетке деген сұраныс өсіп кетеді 30 жылдың ішінде. Енді қазақ биін үйренуге деген сұраныс өте қатты. Би үйірмесін аш, адамдар деген жетіп келеді ән жерден. Үйретейін десең, баяғы Ольганың жазып кеткен, Өзбек әлін жаздырған 2 кітабы бар, басқа кітабы жоқ дейді. Сенесің бе сен осыған деп айтып жатыр. Осындай оқиғаны мен миллионын білемін қазір. Содан бұл торғайды миллионер қылады. Бұл қанды қыздырып жібереді. Қазір тағы да сәл айтатын болсам, сен программаны тоқтатасың, ана кітаптың ішіне кіріп кетесің. Жоқ, мен айтайын дегенім, бұл кітап енді сатылымға түсті ғой. Алуға болады. Бір апта болды, сатылымға шықты, 4000 теңгеден сатылып жатыр. Бүкіл Қазақстанның аймақтарына жағы таратылып жатыр, Меломан алып жатыр, Каспийде, по-моему, сатылып жатыр. Мен бірден айта кетейін осы жерде, құрметті көрермен, алыңыздар, үлгеріңіздер, кейін қапы қалып, сатылымнан шығып кетті, таусылып қалды деп жүрмеңіздер. Ал біз болсақ, осы кітаптардың 3 кітап әкелді бүгін ағамыз, 3 адамға табыстайтын боламыз. Бағдарламаның соңына дейін көріңіздер. Өйткені өте қызық, спойлер болмасын, барлығын айтып бересіз, әйтпесе мен тоқтатпасам сізді. Мен үшін бұның 70 пен 74-тің арасындағы 4 жылын айттым. Бұның әңгімесі 57-58-ден 98-ге дейін жалғасы. Жалғасы болуы мүмкін ба? Сіздің... Егер қосымша тың деректер жиналып қалса, қызық, мен білмейтін. Тағы да кеше презентация болған кезде көзі тірі куәгерлер келді да, балам-ау, мен де бірге жұмыс істегенмін, мен мынандай деректер білемін деді. Енді оны мен жол сұрай алмаймын, өзім мына презентация бүкіл Қазақстан шарлап жүрмін. Тұра беріңіздер. Мен берде бірақ бір қауіп бар да, бұл кісілер қартайған кісілер ғой. Бүгін бар, ертең жоқ. Кез келген сәтте ұшып кетуі мүмкін. Сондықтан, егер Құдай өмір беріп, бір сәтін туғызып, ол кісілерден тың деректер жинап алып, тағы да қанымды қыздырып жіберетін болса, бұл кісінің тірліктері, мен бірдеңе жазуым әбден мүмкін. Уәде бере алмаймын, бірақ жоқ деп те айтпаймын. Тамаша. Онда болса, соңғы кездері сіз, соңғы кездері емес, 2012 жылы отбасы хрестоматиясы деген қоғамдық қорының негізін қаладыңыздар сіздер. Содан бері ме, әлде оның алдында ма сіз психологияға, психотерапияға бет бұрғаныңыз? Енді ол ерде ол психотерапия деп айтуға келмейді енді. Оның алдында біз 2007 жылы мынандай сезім болады. Мен Алматы қаласында тұрамын. Атақ абыройым бар, әйел бала шағам бар, Алматыда 2 бөлмелі пәтерім бар, бала шағам өсіп жатыр, былай. Бірақ түнде ұйықтайын десең ұйықтай алмайсың. Ол кезде біз оны білмейміз, дөңбекшіп, азанда тұрсаң, бір көңілің мазасызданып, түнде ұйықтаған кезде тәтті ұйқыға кетпейсің, әбден шаршап, сілекпен қатып барып ұйықтайсың. Ол кезде мен білмеймін оның не сезім екенін. Былай қарапсаң енді ол кезде біз дінге де сенеміз, құлшылық ғибадаттарымыз да бар, өзімізше бір жасап жүрген. Сол кезде бір кездейсоқ мен дүкенге барамдағыны, мына Москвадан шығатын Аванта плюс деген серия энциклопедиясы болған. Соның ішінде Духовный мир человека деген бір том түседі. Соның ішінде ашып оқып қалсам, ішінде бір бөлімде стремление к смыслу деген бір мақала тұр екен, бір бөлім арнаған. Сол жерде қарап қалсам, оқып отырсам, сол ана жазып жатыр енді ана автор. Ол сөйтсем Виктор Франкл деген екен. Сонда ол айтады, ол адам сыртқы соққыдан өлмейді, ішкі бостықтан өледі. Қарасайшы, концлагерьде Аспенсунда жаңағы Аушвиц дейді ғой, сол жерге барып түскен кезде физикалық тұрғыдан мынандай зіңгіттей жігіттердің бәрі 1-2 жылдың ішінде бәрі жаңағыдай ана тоқпен ұратын жоғарғы кернеу сымдарға асылып өліп қалды дағыны ілмеген, бірақ ішкі дүниесі бай адамдардың бәрі тірі шығып кетті, бір мәнге ұмтылғандары. Сондықтан бұл адам өмірде адам бір өмірдің мән мағынасына ұмтылады деп жазады. Сол қызығып кеттім дағыны, мен бұны жаңа ғана психолог в концлагере деген кітап қазір сатылып жатыр ғой, «Сказать жизнь» деген. Соны мен барып интернеттен шығарып алып оқығам, қатты қызығып. Соны өз бетімше тағы оқиын деп барып ана Леонтьевтің аударған жаңағы «Человек в поисках смысла» деген кітабын оқиын деп түсінбей қалдым, шамам келмей қалды. Бірақ кейін бұны осы отбасы хрестоматиясын құруға тікелей септесіп, құр жаз деп қалтасынан ақша төлеп жазушыларға өзінің жалақы төлеп отырған сол кездегі Орал қаласында тұратын адвокат Абзал Құспан, биыл енді парламент депутаты болып кетті. Сол келеді тағыны жаз деген кезде 2017 жылы сол бір жетінде Бейсен Құранбек отыр, жаңағы қайтыс болып кетті журналист. Бір жағымда жаңағы Абзал Құспан екеуі отырып, бұған дейін енді рухани кітаптарын жаздың, өзіңнің жаңағы діни құндылықтарын жинадың, енді біздің де өтінішімізді орында деп Абзал Құспан мен қинайды. Сөйтіп 2016 жылы мен 2016 жылдың қаңтар айында Түркияға кітап жазуға кеттік тағы, сол жақта 3-4 жігіт бірігіп
мен түсінбегендеріміз жерде түркше білетін балдар түрік профессорлардан барып сұрап отырды, анау не мынау не деп. Сөйтіп біз 11 ай ма соны аудардық. Аудару барысында өзімізді түсіне бастадық. Анан бір енді 2 докторлық диссертация жазғаннан ауыр жұмыс енді анау деген. Күндіз күлкі, түнде ұйқы, тамақ жоқ, кәдімгі соның ішіне кіріп кеттік. Сөйттік тағына логотерапия немесе өмірге құштарлық деген кітапты біз қазақша аударып шығардық. Және ол аударманың сәт шыққаны соншама әлі күнге дейін оқыған адамдар таң қалады. Сендер мынандай күрделі академиялық тексті қалай мынаны қазақша мәтіндерге түсіріп, түп түсінікті қылып, осы жаңағы сүтке езіп берген кашадай қылып бәрімізді тамақтандырып қойдым деп. Сондықтан ол кітапқа сұраныс өте жақсы, әлі келе жатыр. Екі-үш ауыз сөзбен түсіндіріп берсеңіз біздің көрерменге, мүмкін білмейтіндерге, логотерапия дегеніміз? Логотерапия деген қарапайым нәрсе, мынандай нәрсе, адамның болмысы unitas multiplex деп айтады. Көптіктің бірлігі деген сөз, яғни адамның бойында биологиялық қыры да бар, сосын жануарлық қыры, жаңа өсімдік сияқты тұратын да қыры бар, сосын эмоциялар жағы бар, жаңа күлкі, әзіл, концерт деген сияқты. Сондай адам мұқтаждықтарын бәрін айтып келе жатқаны трансцендент қыры деген болады. Яғни адамның ғайыппен, тылсыммен, мәңгілік, абсолюттік болмыс болмаса, дінде оны уәжибул уджуд деп айтады. Енді орысша необходимая сущность дейді. Бар болуға міндетті болмыс. Яғни түбінде бір нәрсе мәңгі бақи бар болып тұрмаса, мына барлықтар қаяқтан шықты деген әңгіме ғой. Сол абсолюттік болмыспен бір байланыс орнататын бір канал, дәліз бар адамның болмысында. Егер енді оны Абай енді оны хикмет кеудесі деп алған. Жаңа іштегі кірді қашырсаң, түседі хақтың сәулесі, жүректің көзі ашылса, адамзаттың хикмет кеудесі дейді. Сол адамзаттың хикмет кеудесі, сол хикмет жиналмайды, жаңа логос. Оны өмірден ситуацияларын алуымыз керек. Оны ұстап алатын енді смысловой локатор деп айтады, жаңағыдай. Локатор ұстап тұрып, міне мән мына жерде, логос мына жерде деп ұстап алатын нәрсе ол жүрек. Сондықтан бұл жүрек өзі 3 түрлі функция атқарады. Біріншісі насос, биологиялық тұрда қан айдап жатыр денеге. Екіншісі эмоцияға жауап береді. Ғашық болсақ, или қайғырсақ, онан жүрек сыздайды. Үшіншісі енді жаңа мистик әулиелердің, данышпандардың айтысынша, көкірек көзі ашылған кезінде басқа бір тылсымды көреді тағына. Мына реалдың артындағы тағы бұның үстіндегі биік реалды басқа кеңістікті көреді. Мына біздің уақытпен кеңістіктен шығып кетеді деп айтады. Енді осы қыры бұл 19 ғасырдың екінші жартысында прогресс басталып, синтетизм дейді. Адамдар жаппай Европада ғылымға табыну басталған кезінде ескінің сарқыншағы болды, ғылым келді, бәрін фактімен дәлелдейміз, эмпирика басталды, барлық ақиқаттың бәрін біз енді лабораторияда дәлелдейміз деп. Мынандай ауыз әңгімемен, әпсанамен жеткен ертегі, аңыз, қиссаның бәрі ешқандай дәлелі жоқ, эмпирикаға бағынбайды дейді да, лақтырып жібереді. Соның кесірінен бұлардың бәрі хикмет кеуделері бітеледі тағына. 20 ғасыр басталған кезінде ол бірінші дүниелік соғыспен басталды 1914 жылы. Сөйтіп тағына екі дүниелік соғыстың кезінде бұлар бүкіл жер планетасының жартысын өртке ортап жібереді тағына. 45 жылы тоқтаңдар болды. Мына ғылымға табыну тоқтатыңдар дейді. Бірақ енді адамдар енді ескі шіркеу институтының гегемониясын ол қайталмайды болса да, алға жылжиын десе, ғылымға мораль дамытпаса, тағы да бір бәлеге ұрынатын екі соғыс көрсетіп тастады. Сондықтан енді ғылымға мораль дамытатын бірдеңе ойлап табыңдар деп философтарға жүгінеді. Сол кезде экзистенциялық философия деген тарапы шығады. Сондықтан логотерапия бұл жерде үшеуін қатар алады сосын. Яғни онтос бар жерде логос бар дейді. Яғни экзистенциализмнің кейбір құдайға сенбейтін де тарапы бар. Мысалға Сартрлар, Камилар, сол олар адамның болмысы еркіндігі, адам еркіндігін шектеуге болмайды, адам еркіндігін шектесең осылай болады, қорлайтын зат емес деп айтып келе жатады да. Франклдар мынандай сұрақ қояды. Жақсы, адамның болмысын жап-жақсы зерттеп жатсаң, адам еркін екен, еркіндігін шектеуге болмайды екен, ол осылай қалыптасады екен, жаңағы ешқандай форматқа сыймайды деп айтып жатсың, дұрыс. Бірақ осының бәрі кім үшін? Не үшін енді осының бәрі? Осы драма не үшін болып жатыр? Бұның сценарийдің авторы бар ма өзі? Біз кім үшін шайқасып жатырмық? Мақұл, еркіндігім шектесін, шектемесін, өлгеннен кейін бәрі емес пе? Болмаса билікке келіп алып кім өзінің үстемдігін жүргізеді, соңғы дұрыс бола ма онда? Бір ең соңында бір арбитр шығу керек шығар, енді сен дұрыс емес дейтін. Барлық ойын сол арбитрмен болып жатыр ғой өзі. Судьяны алып тастайтын болсаң, бітті, футбол төбелес болады, хоккейің бар. Онсыз екі судья бақылап отырғанда хоккейдің қырғын шайқасқа төбелеске айналады. Қалай болады деп. Сондықтан жігіттер мен сендермен келіспеймін дейді. Сондықтан онтос адамның болмысы бар ма, құпияға толы, онда оны тартып тұратын, оның өмірінің мәнін айшықтап, соның бағасын, құнын шығарып отыратын ғайыпта логос мән деген трансцендентті бір құндылық бар. Осыны мойындайық деп келіседі. Сондықтан 21 ғасырдың адамдарының ауруы міне тұр, бұл экзистенциялық вакуум деп аталады. Бұл трансцендентті құндылықтар, яғни сенің мәңгілік бар болып тұра беретін абсолюттік болмыспен қатынас, қарым-қатынас орнататын рухани құндылықтардың бәрін, дәліздердің бәрін жауап берсе, ғылыми дәлелі жоқ, анау ескінің әңгімесі, діни реңі бар, діни оттенкті кіргізуге болмайды деп жауап беретін болсаң, ол бітеліп
әбден проб болған кезде мынаның ішінде давление көтеріледі дағына. Сосын енді раздробленность личности деген болады, енді болмыстың бөлшектенуі дейді. Жарылған кезінде ол адамның өзі не істеп не қойып жүргенін түсінбейді. Далбасалап әдемі әйелі болса да, алтын қасықта екі ұлы, алтын асықта екі қызы болса да, екінші қатын алам деп шығады, үшінші қатын алам деп шығады, сосын шетелге көшемін деп шығады далбасалап. Ішімдікке салынады, сосын игровой автоматқа кіреді, казиноға кіреді. Пашақ шығып бөлшектеніп өзін таппай қалады. Сондықтан соларға айтады, сіздің бұлай бөлшектенуіңіздің, енді бұны субъективті негіз деп айтады, енді себеп пен reason and cause деп екі бөледі. Яғни себебіне шағатын болсаң, ой, бұның жұмысында қысым көрсетті, бұл сосын ішіп жүр, ой, бұның жаңағы енесі жаман, тещасы, сондықтан бұл ішіп жүр деп себептерін көбейте берсең көбейе береді. Себеп бойынша себеп миллион бола береді. Суицид те солай. Бұл неден өліп қалды десең, жүретін қыз тастап кетті. Бұл неден өліп қалды десең, бұл банкке қарыз болып қалды, банкрот болып қалды, пәлен болып қалды, себебін көбейте бересің. Түп негізге жина, субъектив негізге деп бір жерге жинайтын болса, диагноз біреу ақ, қуыс кеуде. Бұл адам кішкентай кезінен бастап мәңгілік болмыспен байланысып жататын өзінің рухани тарапын, енді оны димензиональный антология деп түсіндіреді жаңағыдай. Сол жаңағы мәңгілік әлеммен байланысып бейсаналы түрде жүріп жататын құндылықтардың бәрін өзі бұл кісі жауып тастаған. Яғни бесік жыры айтылмаған, қуырмаш айтылмаған, санамақ айтылмаған. Сондықтан біз 2013 жылы ең бірінші әлдиден эпосқа дейін кітап шығарған кезде сырдың кезінде шыққан трансцендентті мәні жоқ, яғни ғайып пен тылсыммен байланыспайтын санамақ пионерский, октябрьский тақпақтан шығарып тастады да, жүзімді қайттан жаз дедім, Мұхит Төлеген деген жігітке, соавтор. Яғни шоқтанып түзілген, тәтті жоқ жүзімнен піскенде балбырап, бұтадан үзілген, әкелген жұмақтан, суарған бұлақтан мейізі көбейді, періште ұнатқан дейді. Сөйтіп оны аңызын бастап кетеді. Себебі енді Нұх пайғамбардың кемесіне мінген кезінде барлық тұқымнан бір-біреу алып алды, соның үшін жүзім тұқымы тұрады, ібіліс алды да аузына салып алып, ойнап отырды. Нұх пайғамбар ертең тексерсе жүзім жоқ, Құдайдың алдында есеп беремін, кім алды? Қараса, ібіліс мен бер оңбаған деп еді. Жаңағы жүзімді еккеннен кейін 3 рет маған суғаруға рұқсат етесің деп айтты, мақұл деп айтты. Сосын ол құстырды, алды, Қазақстанға келді, Қазығұртқа келді, якорьды не қылды, жіберді, кемені шөгерді, бәрі түсті. Жүзімді алып, Нұх пайғамбар егіп, тұқымын сақтап көгертіп жатыр еді. Ібіліс келді, көке уәде қайда? Давай маған шүрет сөйтті, зәрін несін қосып суғарып еді, вино шығатын себебі содан екен. Сондықтан бұның жаңағыдай алкогольдік зияны болмасын, бұны кептіріп тастайды. Сондықтан шарап жүзімнен гөрі кептірілген мейіздің адамға денсаулығы зор. Сондықтан жаңа кептірілген мейіз тұратын үйді періштелер күзетеді деген әңгіме ар жағында, дүниенің әңгімесі жатыр оның ар жағында. Содан бұл бір құрманың өзіне бөлек жаздырдық мысалға. Шыққан жеміс жұмақтан пайдасы мол жаңғатын пайғамбарлар ұнатқан қиссаларға кетіп қалдыңыз. Арыстан бабқа тапсырып Қожа Ахметке бер деген, құрмамен келіп жақсылық, мерей діннің өрлеген, оразада айнала дастарханның сәніне тәсіп болып байланар, тіске ұқсайтын дәніде деп шығарады. Бұны не үшін айтып отырмын? Бала кезден тақпақты жаттаған кезде бесік жырынан бастап, оның ішкі мазмұны трансцендентті болмайтын болса, егер тұйықтап, енді закрытый система деп айтылады, оны монадология дейді. Тұйықтап ұстайтын болсаң, яғни оның періште, ғайып, Нұх деген сөз бәрін алып. Тек материалды нәрсеге ғана байлап. Бұл пайдалы, құрамында мынандай витамин бар дей беретін болсаң, тұйықталып қалады анау. Сондықтан жарып шыға алмай қалады. Енді негіз бала туылғаннан 13-14 жасқа дейін оны сүйреп келе жатқан таным негіз рационализм емес. Оны magical thinking деп айтады. Қиялмен кетеді ана жерден. Егер сол magical thinking жауап тастап, кішкентай кезден рационализмге, синтетизмге бейімдейтін болсаң, онда робот жасап шығарасың. Қандай қызық. Келесі сұрағыма дәл әкелдіңіз өзіңіз. Бізде Франклдың енді бастаған мектебінің тарамауының бірден бір себебі ол кеңес үкіметінің политикасы. Солай ғой. Совет одағының кезінде кәдімгідей осы Құдайға емеурін білдіретін экзистенциализмнің бағытын бәрін жауып тастаған. Сондықтан Ницшені оқи алмайды олар, Кierкегардты оқи алмайды, Франклды оқи алмайды. Оның орнына бірақ Фрейд өте жақсы болған. Фрейд керемет келді. Өйткені Фрейд контроль туралы ғой. Басу кәдімгідей, сені ұстау ғой. Одан мысалға Құдай деген мысалға әшейін кішкентай кезіндегі ұлықталған әкенің бейнесі деп айтады, болды бітті сонымен шаруасы. Бірақ қазір енді одан бас тартып жатыр, болды. Өйткені мына қысым өте қатты. Қазір қалай біздің жағдайымыз? Дәл қазір осы Қазақстанда. Қазақстанның жағдайы өте мүшкіл. Біз екі тараптан да таяқ жеп жатырмыз. Біздегі Қазақстан... Екі тарап деп отырғаныңыз, ол біріншіден біздің... Қазір айтайын. Біздегі рухани құндылықтарды насихаттап тарату тиіс негізі діншілдер болу керек негізінде. Бірақ біздегі маған түсініксіз бұлардың не үшін өйтетіні, өзінің мұсылманмын деп жариялайтын қауымның бәрі қиссаларды өтірік, дәлелі жоқ, ойдан шығарылған. Нұх пайғамбар ол Қазығұртқа келмеген, ол Арафат тауында жүрген, тағы бір тауларға тоқтаған деп,
буквализмге ұрынаттағыны мына қазақтың мыңдаған жылдан бері өндірген таңғажайып осындай рухани құндылықтардың бәрін айналымға салмайды, қолданбайды, шығарып тастайды. Сөйттағын өздері буквализммен айналысады. Яғни енді реификейшн деп айтады, енді заттану нелердің бәрі. Тек көзге көрініп тұрған заттарды ғана ұстау, тек фактімен ғана жүру, мұндай көңілмен, интуициямен сезетін нәрселерді есепке алмайды онша көп. Мысалы, жүректің көзі бар дегенде айтылмайды, әйтпесе Құранда деп тұрады. Адамдардың азып тозып бычыт болып кеткені маңдайындағы екі көздің соқырлығынан емес, жүрек көзінің соқырлығы дейді. Оны дәруіштер әдемі айтады. Дәруіштің жүрек көзі ашылғанда маңдайындағы екі көзі соқыр болады деп айтады. Яғни сен дүниені былай көруің керек болсын, бастағы көз емес, бұл шалбардың тесігі деп айтады мысалға. Оның бәрі қолданыста жоқ. Бір тарапы рационалистер. Яғни эмпирикаға қатты жатып алған, тек қана дәлел дей береді дағыны. Ал бұл сен ертегінің ішіндегі мәнді, санамақтың ішіндегі мәнді, діни қиссалардың ішіндегі мән мағынаны, смыслды, логосты сен дәлелдей алмайсың, оны қайтып дәлелдейсің оны. Сондықтан олар тұрды, бұның бәрі ескінің сарқыншағы, бұлар өзінің заманында ғылым пайда болғанға дейін пайда берген рас, бірақ бұның бітті шаруасы дейді, 6 жасар баласын. Бәрі шірк. Иә, сондай, ютубты қосып береді, отыра береді сонымен, балам оны ағылшынша үйренсін, тілі шыға берсін деген сияқты. Негізі менің өзімнің барлауым бойынша есі дұрыс адам 13 жасқа дейін тек ана тілін жетілдіреді. Өйткені сен басқа информацияларды ана тілінде қабылдайсың ғой. Сондықтан 13-ке дейін басқа бір екінші бір тілді араластыру деген кейін адамға біраз кедергі болады бұл нәрселер негізінде. Сондықтан мен өзімнің опытымда, жеке тәжірибемде, өзім балдарым 13-ке толғанға дейін тек қазақша қиссаларды, жырларды жаттатып отыра беремін. 13-ке толады, болды. Бүгіннен бастап саған ағылшын тілін тереңдетіп оқуға рұқсат беріледі дейді. Зырр дегізесің, 2 жылда IELTS-ның 7-сін шалқасынан түсіреді. Нәтижесі жақсы болды. Мен мысалға үлкен 25 жасар балам, мысалға мына атақты Сагамет кімнің Космос деген атақты еңбегін ағылшын тілінен қазақ тіліне мен балам аударған. Шыңғыс Санжарұлы деп тұр ішінде. Екінші қызым да мысалы химияны оқиды, бүкіл кітаптарды ағылшынша оқиды. Олар мысалы үйде оқытқан, мен сол ана ешқайда барған жоқ. Одан кейінгі балам да сондай, бәрі деректі фильмдердің бәрін ағылшынша көре береді, орыс тілін айналып өтіп кетеді тағы. Сондықтан біздегі қазақтағы алдыңғы сұрақтың жауабы, жағдай қиын деп отырғаным. Енді үшінші бір тарапын енді біз ислам бізге кейін келді, біз оған ислам келгенге дейін бір дүркіреген империя едік, андай едік, мындай едік, мынау келді бізді құртты деп айтатын тағы бір тарап бар. Олар енді мына Алла, пайғамбар деп келетін, Нұх деп келетін құндылықтың бәрін, бұның бәрі бізді құртады дейді, оларды лақтырып жібереді. Осылайша біз үш түрлі соққының ортасында тұрмыз. Бірін мұсылмандардың өзі беріп жатыр, дәлелі жоқ деп, екіншісін рационалистер беріп жатыр, эмпирикаға жоқ деп. Ал үшінші тарап болса, біз исламға дейінгі ғана құндылықтарды қолданамыз деп мәлімдеп жатыр. Бірақ білмеймін олардың оны құндылықты қайдан алып жатқандарын және не ұсынатындарын маған түсініксіз. Жоқ, оның үстіне кеңес дәуірінің әсері әлі де бар ғой. Ресейдің әсері әлі де бар бізге. Иә, енді ол саяси әңгімеге кірмей отырмын ғой. Мен енді оны тағы да сәл қазатын болсақ Кремльге барайын деп тұр ғой. Туф, осы Кремльге бара береміз әр сұхбатта. Енді қайтеміз енді. Теріске де отырып бүйірден таянып, 7000 километр шекарамыз бар. Сондықтан аузымызды байқап ашамыз деген не ғой? Біз ғана емес, тіпті. Бірақ енді берді қорқатын ештеңе де жоқ енді. Ішкі дүниеңді толтырып, жаңағыдай рухтың қайсар рух деген не бар? Жаңағыдай упрямство духа дейді. Әрбір қазақтың бойындағы осы қайсар рух күшейе беретін болса, аз сан мен көп санға вызып тастауға болады негізінде, беріспеуге. Енді іштей бөлшектеніп, енді өзің іштей бөлшектеніп, өзің көкірегің қуыс кеуде болып, өзің семьяңнан ажырасып, өзің 3 балаңды тастап кетіп, өзің банкке миллиондап қарыз болып, өзің казино ойнап отырсаң, онда саған енді Кремльден көре алмайсың ғой енді. Ол рас. Осы жерде осы тұста сұрай кетейінші, мына сіздің істеп жатқан жұмысыңыз әсіресе отбасымен жұмыс істеу, жетілдіру, дамыту керемет жұмыс, бірақ менің байқауымша қазір еліміздегі негізі тек бізде емес, ол бізге ғана қатысты нәрсе емес, әйел адамдар өте жақын ондай әңгімеге, ондай білімге, өте құштарлы. Ер адамдарымызды, еркектерімізді қалай тартамыз? Осындай білмеймін, философияға, осыны ойлауға, осыны жетілдіруге, осыны өз отбасымызға енгізуге, уақыт бөлуге осыған. Мен енді оны білмеймін. Сіздің практикаңызда қалай деп тұрмын? Біз енді қалай деп айтсам екен, мен енді өзімнің кезімде сол ауылдағы кішкентай кезімде қазақы тәрбие алған, бірақ мынандай академиялық оқи алмай қалған балдарды жинап алып, 9 ай өзіміздің үйімізде 30 баланы қамап қойып оқытып, спонсор тауып, сөйтіп Казуге, Геофакқа, шығыстануға, сосын Түркістандағы пединститутқа түсіріп оқытқанбыз.
жылдары бұл? Бұл 2000-2001 жылдары. Сөйтіп 2 жылға. Бұл бөлек тарих, оған бір жағы 2-3 подкаст арнасаң таусылмайтын әңгімесі бар оның. Содан сөйтеміз ау біз негізі. Негізі соған келе жатыр әңгіме. Содан бұл сол кезде біз көргенбіз. Сол кезде мен деп ойлағам, егер үкімет мына менің істегенімді макро деңгейде, мемлекет деңгейде жасап, осындай жастық, еркек балдар мектепте жүргенде сәл ақмақтау болады ғой, сабаққа қатыспайды, сабақтан қашуды бір мәртебе санайды. Ой далада. Ой далада. Кейіннен барып оқымағанның бәлесін, ұрынғанын көріп, бармағын шайнаған кезде шығу қоршауды бұза алмай қалады. Сондай кезде бір мемлекет өзі бір көмектесіп, олардың қайтадан оқып, тоқып, андай бір қандай да бір оқып кетуіне бір мүмкіндік беретін болса, көзі ашылғаннан кейін 2 жыл 3 жылдан кейін ол жігіттер бір қызға күйеу болуға жарайды. Сол кездегі ауылдан келген 25-27, ең үлкен 31 еді жігіттер. 4-5 жыл оқып, сол кезде енді группаға түскен кезінде 17-18 жасар қыздар енді 26-тағы 27-тегі ауылдан бүгін келген баланы менсінбей отырады. Ал 5 жылда олардың бәрі маман болып, енді толысып, қала мәдениетін меңгергеннен кейін олармен өте жақсы романтикалық қарым-қатынасқа түсті, бәрі үйленіп, бір қыздың бағын ашып кетті. Бірақ бұл кезде олардың бір базасы жақсы еді. Олар қазақша тәрбие алған, қазақша тәрбиенің үстіне алып келіп, академиялық білімді қойсаң, фундамент мықты болады да, құламай тұра береді. Олардың фундамент күшейеді. Қускеде деген кітапта іргетас деген бір бөлім бар, фундамент. Фундамент болмаса, үстіне қанша сен ағылшын тілін үйрет, орыс тілін үйрет, бәрі құлайды бір күні. Өмір шайқаған кезде, себебі өмір шайқалып қалу керек қой енді. Ал енді біз осыны істеу үшін, мысалы, Бейсен және болмыс деген кітап не үшін жазылды? Себебі мына жігіт шынымен де азамат еді. Еркекпісің, еркек еді. Мәрт десе мәрт еді. Өзінің әйелінде қандай қыздай күтіп ұстаған. Өзі 90-ға келген әжесін мысалға бақты мысалы өлгенше. Енді бірақ әжесін 1 жыл бұрын өзі қайтыс болып кетті ғой, енді ауырып қалды. Бірақ мен сонда үйіне барғанда талай көретін тұғым. Әжесімен апарып таныстырады. Сонда бұл кісінің келіншегі Гүлмира деген әйелін жақсы танимын. Жаңағы жеңгем маған енді әпке болып келеді. Сол кәдімгідей түнімен отырып, 90-дағы кемпірді ұйықтамай отырып, жағдайын жасап, күтіп отыратын тұғын. Сондықтан сол үшін де бұлардың арасында өте күшті махаббат болды, былай ер мен әйел ретінде. Сосын бұның жомарттығы, енді кітапта оқу керек. Ой, мынандай жігіт еді. Сосын бұл жігіттің өзінің бір күшті амбициясы болды. Мен Қайрақ деген сондай қозғалыс құрамын. Оның мақсаты біреу, әбден жігері жаншылып, амбициясы басылып қалған қазақтың жігіттерін бәрін қайрап, қайтадан қоғамдық белсенді қылып, бәрін сауатын ашып, сосын жаңағыдай уәдеге берік қылып, қазақтың қыздарын бағына шатаңғылап, не деген сұмдық, ажырасу, болмаса жаңағы қыздардың оң жақта отырып қалу әкесінің деген сияқты мәселені шешем деп сілкінеді 2013 жылы. Сосын айтты, мен оны үйтіп істемейді, оны бүйтіп істейді деп, мен техникасын көрсетіп, менде опыт бар ғой енді. Бұл маған менің неме иланды. Сөйтті тағы бұл маған қолдан келгенше көмек беріп, осы өмірден өткенге дейін көмектесті бұл маған. Сосын бұның өмірі осы қазақтың жігіттеріне бір күшті мысал болсын. Мына бір кәдімгі идеал ретінде бір қызмет етсін деп бұл кітапты да бір шығардық. Шынымен де бұл кітапты оқыған жігіттердің бәрі өзі ұялып қалады. Сосын мен бір енді әзілдеп қыздарға айтамын ғой, бойдақ қыздар алған кезде бір жігіт қырындап сөз салса, бірінші Бейсен және болмысты оқып, осыған еліктеп кел, әйтпесе жақындама маған, қазір блоктап тастаймын деп қорықтыңдар ана деп аккаунтын. Сөйтіп істегенбіз. Одан бөлек өте дұрыс. Отбасындағы ер азамат жаңағыдай бала тәрбиесіне қатыспай қойғаннан кейін қыз әйелдің мойнына жүк түсіп кетті ғой енді. Еркектердің бәрі ақша тапса, ақша тапқан міндетсініп жатып алады. Жаңағыдай болмаса ақшаны да таппай қояды, тәрбиеге де араласпай қояды. Енді осы проблеманы шешу үшін біз былтыр желтоқсан айында 22 жылдың, биыл қазір 1 жыл болады. Отбасында 30 сабақ деген тағы бір жоба жасап шықтық. Бұл қалай жасалды? Ол мына бала тәрбиесіне қатыспайтын, осындай ер азаматтарды тәрбиелеп шығаруға ықыласты емес, пассив еркектерді мына бала тәрбиесіне тарту үшін тұзақ құрдық. Сол жерде ана өз 1-ші сабақ, 2-ші сабақ, осы аптаның тапсырмалары деген, бірақ ол мектептік сияқты емес. Ол жерде ана былай жасап қойдық әдейіге. Шешесі, папасы, баласы үшеуі бірге отырып дайындалатын істеп қойғанда механизм әдейі. Сол жерде көкесі мына аңызды қиссаны тақпақты балаңа дауыстап оқып бер деген тапсырма тұрады. Анау дауыстап оқыған кезінде ана қызық өзін тартып алып кету керек ана жерге. Ол да өте сәтті шықты. Енді ол кітапты алғандар, үйінде қолданып жатқандар жап-жақсы келе жатыр. Бірақ кейбіреулер сылтау айтады, енді біздің әкеміз вақытта бір ай жүреді, бұған қатыса алмайды деген сияқты. Ондайлар енді көбіне мектепке берді амалдың жоғынан. Сондықтан бұл енді білмеймін, енді өте бір қиын мәселе. Бірақ енді одан кейін біз де қайтпадық. Барлық қазақтың ер азаматтарының жүрегіне өзбек әлінің дерті жұқсын. Бұлар да осындай дертпен ауырсын, ұйықтай алмай қалсын. Бұны қазақша не дейді? Ер азаматтың ішіне ат басындай шер қатады дейді. Нағыз ер азаматтың ішіне ат басындай шер қатқан кезінде ол түнде дөңбекшіп ұйықтай алмау керек. Енді мысалы өлім сәті жақындаған кезінде өзбек әлде мазасызданып кетті дейді да, андай тыпыршып жаңағыдай.
асығып жаңағы вакуфтарды аударып құжаттарды аударып, бірақ бұны ғылымда екіге бөліп тастайды: emotional pain, existential pain деп айтады. Emotional pain деген босқа кеткен уақыт, тағы да өмір болғанда жаңағы бүйрегімді бауырымды ауыстыратын бірдеңе жоқ па, балама, мен Израильға апарсайшы деп аңырап жылау, ол emotional pain, яғни босқа кеткен өмір, ана адамның болмысын сыққан кезінде ол физиологияға әсер етеді, өкіну. Ал енді ол жылап жүр ғой қазір, эвтаназия ішемін, мен қартайып кеттім деп. Сол emotional painға жатады. Енді жас кезінде красавчик, ақы жүрген, енді мынандай болып қалды, енді өмір қартайғасын қызық. Бірден құндылығын түсінесің ғой. Иә, содан білінеді. Ал existential pain болған кезінде Құдай егер тағы да 1 сағат өмір беретін болса, мен оны құндылық өндіруге арнаймын деп айтатын адамдар. Сондықтан өзбек әлдерді соған жатады, мазасыздануы. Сондықтан бұны жағы тыпырлаған кезінде өлімнен қорқып, ажалдан қорқып тыпырлап жатыр екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан осы дерт, шер жұқсын деп мынаны әдейі осындай форматта жаздық. Сосын біз бұның бәрін міндеттеп жатырмыз өзіміздің оқырмандарға. Оқығанда күйеуіңе, үйіңде ұл балаңа дауыстап оқып бер, қинап оқыт, ақша беремін деп оқыт. Бірақ әйтеуір қызық, мысалға мен қазір үшеу кетқанда бір жігіт менің жерден күтіп алды. Енді ол жігіттің кім екенін айтпай ақ қояйын. Ол жігіт жас кезінде оны Алматыда тұратын ағасы алып келіп бір музыкаға баулды ол жігітті. Сонда ойсыз жаңа жатып алып, кино көре берді ана бала. Соған мен квартирный вопрос шеше алмай анда-мында 200 жұмыс істеп жүрмін. Соны бір күні келді де інісін менің көзімше сабады анау. Сен неғып ойсызсың, неғып сен болашақ өмірге дайындалмайсың, мен қаншама нәрсе жүгіріп жатырмын деп. Оқытты, бәле-бәле жұмысқа тұрғызды сол баланы. Сол жігіт одан бері 15 жыл өтті ғой енді. Бүгін мына өзбек әліне алам деп 4 кітап, бұның алдында біреуін алып кеткем, үйге барып оқып қалып, бум-бум ағайын туысқанның бәрі мынаның ішіне қызығына кіріп кетіп, барып әрқайсымызға бір алып келіп жұмсап жүрді. Соны 4-еу алып тұр екен. Қазір мен жерде отырған жерде ол жігіт. Көрдім ғой жаңа. Көрдіңіз, иә. Сол жігіт ана жерде отырып алып, ойбай, сұмдық мына не деген деп ананың ішіне дерт түсіп кеткен. Баяғы 2002 жылдар, 2003 жылдары ойсыз жатып алып, Джеки Чанның киносын көре беретін баланың ішіне дерт түсіп кетіп, парылдап жанып жатыр. Үлкен ұл нешеде деп, 12-де деді. Дереу балаңа мына дертті жұқтыр. 30-ға дейін бұл да парылдап жанатын болсын, өзбек әлі сияқты болды деп. Болды аға деді. Мен Құдай қаласа тұқымымнан біреу. Сосын мен кеше презентация болған кезде 200-дің үстінде адам жиналды ғой. Бұл мәлімдемені әлі де жасаймын. Бүкіл келгендердің бәріне айттым. Мұғалімдер, сіздерге де міндет. Мына бала тәрбиелеп өсіріп туып отырған келіншектер, сіздерге де, болашақ ана болатын қыздар, сендерге де бәріңе де ескертем дедім. Кітапты оқып, әсерлеген бір жылап алдық, ойбай, қазақтан неше түрлі арыстар өткен ғой дегенді қоясыңдар дедім. Оқисыңдар, стратегия құрамыз, мемлекетті күшейту, мына қоғамды ағарту деген. Мына дедім, бір семьядан бір бала өзбек әлі болып шығу керек, 5-6 баланың ішінен. Оны қазақша не дейді дедім. Арыстаннан дейді, алтау тумай ма дейді. Арыстаннан туған алтаудың біреу абдан болмай ма дейді. Бөріден алтау тумай ма дейді. Бөріден туған алтаудың біреу арлан болмай ма дейді. Тұлпардан алтау тумай ма дейді. Тұлпардан туған алтаудың біреу тарлан болмай ма дейді. Азаматтан алтау тумай ма дейді. Азаматтан туған алтаудың біреуінде арман болмай ма, ата жолын қумай ма, арманы бар біреуі елінен қорған болмай ма деген. Сондықтан бір балдарыңды өзбек алып шығарасыңдар. Туғаннан бастап бесік жыры, санамақ, тақпақ, қуырмаш, дін, қисса, тарих, этнография, ою, өрнек бәрін, күй, жыр бәрін сіңіріп қадағалап, өзбек әлін оқытып, мынау сияқты боласың, болмайтын болсаң, оңдырмаймын мен сені деп міндеттейсіңдер. Сетевой маркетинг болса, осындай болсын дейсіз ғой? Осындай болсын. Негізі ол сетевой маркетингтің мәні осыған құрылған. Олар енді оның рухани мәнін ұмытып қалды да, ақша табумен кетті. Тек экономика. Иә, тек экономика деп. Сондықтан енді мен ықпал ету аймағы деген бар ғой, өзім ықпал ете алатын, сөзім өтетін, түсіндіре аламау деген жердің бәріне тек осыны айтамын енді. Не істейміз енді? Енді бұл билік бұны енді ол жалпы халықты шарпып кету үшін ол программа болу керек, стратегтер болу керек. Енді оған біздің чиновниктердің деңгейі белгілі ғой енді. Экс-министріңіз енді әйелін ұрып өлтіріп қойды, оған барып енді мен ұлттық тәрбиелейтін концепция жаз деп қайтып айтасың ғой. Әрине. Осы сұраққа үңілмесек тоқтамасақ болмайды ма? Соңғы кездері естіп жатқан өте қорқынышты жаңалықтар күнде болып кетті. Мен енді мүмкін мен сол бабылда өмір сүретін болғасын күнде көріп қаламын. Мына жақта біреу шабуыл жасады, мына жақта біреу өлтіре жаздады, өлтірді, қинады, зорлады дейтіндей. Мына біздің қоғамымыздағы әйел затын, нәзік жандылардың рөлінің беделінің түсуі сіз неден деп ойлайсыз? Мен сұраймын кейбір қонақтарымнан. Мына окей, мынау болды, анау болды, тарихи мынандай бір дәуір болды, сосын ислам келді. Кейде ойлаймын, діннің де қатысы бар ма бұған? Әсері бар ма? Сұрақтың өзіне ренжиді кейбіреулер. Көрермен ренжиді бұл сұраққа. Бірақ сіз қалай ойлайсыз? Діннің әсері бар ма, жоқ па? Құнсыздануда. Иә, мен енді бұл жерде дін деп айта алмаймын. Бұл жерде
рухани енді релиз экспириенс деген болады да, мысалға діни тәжірибе. Адамдар ғасырлар бойы өсіп ғасырлар сүзгісінен өткен құндылықтар деген болады. Яғни өзін ақтаған, адамға баянды бақыт сыйлаған, өзі дәлелдеп шыққан құндылықтар сүзіліп шығады. Бұл сүзіліп шыққан құндылықтардың бәрі мына 60-шы жылдарға дейін жап-жақсы келген. Ашаршылықтан да аман-есен өтті, соғыстан да аман-есен өтті, Селинаға да төтеп берді. 60-шы жылдарға келген кезде бұның бірден әлсіреп кеткен бір себебі қазақ мектептерінің жабылып, орыс мектептерінің көбеюі. Ол кезде енді құлады кәдімгідей. Енді бертіндегі мына қазақтардың енді қыз балдардың беделінің түсіп кетуі шынымен де жаңағыдай бұны имплант деп айтады да. Сырттан импортталған дінді алып келіп, жаңағыдай идеология араласып кеткен. Яғни адамның self-transcendence деп айтады, өзінің ғайыпқа самғата алатын қабілетін ашуды емес, керісінше оның еркіндігін шектеп, жаңағыдай басып тастайтын дін келетін болса, онда әйелдер екінші сорт топ шыға келеді ол жерде. Ол жерде әйелді ұру, сабау, қорлау, ол да нормаға айналып кетеді. Аналар да соны тағдыр деп қабылдап отыра беретін адамдыққа түсіп қалады. Ауғанстандағы әйелдер сияқты мысалға. Ал бұл жерден менің өзім тәжірибемде және тарихи деректерге де қарап отырсам, қазақы тәрбие бар ма, кәдімгі классика, баяғы біз жоғалтып алған 70-ші жылдарға дейін келіп, 80-ші жылдардың соңына қарай уже қожырай бастаған. Бір қисса айтып берейін мысалға. Қисса айтсам, енді сендер жастар, жаңағы бәрі Европаға оқып қойғансыңдар, шекелерін тырысып жақтырмайсыңдар. Ой, мынау академиядан алыстап кетті деп. Қарашы, қалай тәрбиелейді бұл? Қыз баланы қалай көтереді? Тыңдашы сен мені. Мұхаммед пайғамбар дейді, ұйықтап жатыр дейді, түнде оятты біреу дейді. Қараса, Жибрил періште дейді. Тұр кетті Құдайдың дәргейіне қонаққа барамыз, миғражға ұшамыз деп айтады. Мына пырақ мін деп айтады. Мінді, екеуі ұшты кетті, аспан тесті. 4-ші қабаттан өтіп бара жатыр дейді, алыстан бір кемпір мен шалды көрді дейді. Қараса, ақ қамзол, ақ орамал таққан, қазақша киінген, қамзол киген бір апа отыр дейді. Қасында күмістей сақалы бар, саптама етік киген, мынандай кісе белді таққан, онда күпісі бар, шапаны бар, тымақ киген бір ақсақал шал отыр. Ей, мынау кім деп? Ей, адам ата Хауа. Ей, тоқта, адам ата Хауа өзіміздің әке-шешем, ұят емес қой, әдеп қайда, сәлем бермейміз бе? Содан дейді, жақындап келіп пырақтан секіріп түсті тағын, жаяу келіп тағын дейді, атасына сәлем беруге 3 метр ғана кілт тоқтатты. Тоқтайды деп артқа қарай шегім, шешесіне барды. Апа, амансыз ба деп айтты дейді. Аман ба балам Мұхаммед? Айналайын, Хадиша қалай, пәленше қалай? Бар енді атаңа сәлем бер деді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мұхаммед қалай жағдай? Хадиша, Әли өсіп жатыр ма? Иә. Екеуі әңгімелесіп сұхбаттасып жағдай сұрап отырды дейді. Осында қасында отырған дейді. Хауаны оң аяғын тартып алып дейді, оң аяғын табанның астынан бұрқ етіп бір андай нұр шашырады тағына 18 ғаламның бәрі жасыл желекке бөленіп сандуғаштар сайрап кетті дейді. Ойбай, мынау не керемет дей беріп, сол аяғын тартып қалып, от шықты, бәрі өртеп, күліп, амин Аллаху акбар, жоқ болып кетті дейді анау. Бұны түсінесіз? Жебірейіл айтты дейді. Ата, жолға дұға қылыңыз. Мұхаммедті Құдай дәргейіне қонаққа шақырып жатыр, миғражға. Біз кетіп бара жатырмыз деп. Жақсы онда, ал маңдайларың ашық болсын, жолдарың жақсы болсын. Аллаху акбар деп айтты дейді. Екеуі кетті дейді. Жебірейіл айтты, ей Құдайдың досы Мұхаммед, сені Құдайдың фазылы сақтады. Неге? Жаңылде әйел адамды екінші ретке ысырып, атаңа бұрын сәлем бергенде, әйелді екінші ретке ысырғаның үшін Құдай ренжіп, сапарды тоқтатып, үйіңе өшірден қайтарып жіберетін еді. Ана өтіп кеттің арадан деп айтты. Мен саған бірден айтайын ба деп айтты. Құлағыңа сыбырлап бір құпия. Үмбетім өсіп өнсін дейсің ғой сен деп айтты. Иә, онда былай қыл. 3 қыз тапқан әйелді төбелерің отырғызыңдар деп айтты. Пайғамбар сұрайды дейді. 2 қыз тапса ше деп. Ал 3 қыз таппаса не істеймін? Онда 2 қыз тапқан әйелді төрге отырғызасыңдар деп айтты. Ал 2 қыз таппаса ше деп. Онда 1 қыз тапқан әйелді құрметтейсіңдер, төрде сол отырады деп айтты. Ал егер қыз тумаған әйел болса не істеймін деп айтты. Онда ұл туған әйел деп айтты. Тумаған болса ше әлі деп. Онда ерін күткен деп айтты. Әлі тұрмысқа шықпаған әйел болса не істеймін? Онда өзінің арибасын күзеткен деп айтты. Не десең, о да қыз баланы төрге отырып, төбелеріңе мына жеріне қойып, әлпештемейінше сенің үмбет болмайды. Пайғамбар миғраждан келді, жігіттердің бәрін жинады, жігіттер бүгіннен бастап өмір сүру ережесі өзгереді. Әйелдерді әлпештеуді, қыз балдарды құрметтеуді үйренбейінше сендер ел болмайсыңдар деді. Бірақ Тимуржан, бұл айтылып отқан қиссалардың бәрі бүкіл ислам әлеміне тараған екен деп ойлап қалма. Бұл тек қазақтардың құндылығы. Түсінемін. Міне. О, Қожа Ахмет Яссауиден бері келе жатқан бұл әңгіме. Сондықтан осы мен айтып отырған қазақы тәрбиенің бәрі ескіліктің сарқыншағы, діни реңі бар, анау мынау деген қырық сылтаумен адамдар айналымнан шығарып тастады. Қолданбайды тәрбиеде. Сөйтеді дағы маған келіп ренжиді. Нағуаны экс-министр әйелін ұрып өлтірді. Мен денден ұрсам, оның шешесі баласын орыс мектебіне беріп, тек қана интеллектуализммен айналысқан жоқсыңдар ма? Экзистенциализм сендер тұншықтырдыңдар ғой өздерің. Бесі жырын айт, санамақ айт, қуырмаш айт, тақпақ айт деген кезде күлдіңдер ғой сендер. Қазір 21-ші ғасыр ағылшын тілінің гегемониясы,
мировой жандарм деп соққан жоқсыңдар ма? Ағылшын тілін білсең бәрін жаңғақтағы әлемді қалтама салып аламын деп едіңдер ғой. Жеткен жетістіктерің мынау болды ғой сендердің интеллектуализм. Сондықтан біздің ғылымда интеллектуализм мен экзистенциализм жекпе-жек деген болады. Сол екеуі жекпе-жек. Енді оны бүйтетін болсақ, Англияға барып, Лондонға барып, ағылшын тілін суда меңгеріп келген интеллектуал қазақ жеңе ма? Жоқ, әлде қазақтың жаңағы ескі классикалық әдеп, иба тәрбиесіне үйренген адам жеңе ма? Мейірімді, балапанды күзде санайды, өлім сәт тақаған кезінде қазақша тәрбие алған адам ұтысқа шығады бәрібір. Себебі Морган Скоттбектің Denial of the Soul деген атақты кітабы бар, монографиясы. Бізге оны оқуды міндеттеген кезінде, ағылшынша білсең оқисың, сұмдық мынаның ішінде. Соның ішінде айтады, мына либералдардың, мына интеллектуалдардың қанымды ішті менің деп. Неге десе, қайтеді? Бәрі Американың престижін вузын бітіріп алып, ең блатной мамандықтың бәрін меңгеріп алып, өкіртіп ақша тауып, дүниені шарлап қаңғып, бәрі қуыс кеуде, өмірдің мәні деген ұқпайды. Ең сонда келіп, енді өлейін десе өле алмайды, витаминнің бәрі ішіп алып, денсаулығын мықтылап алған, 63-тен кейін көзі катаракта, көрмейді, буындардың бәрі қақсайды, жүре алмайды, өлейін десе өле алмайды. Енді маған эвтаназия бер. Бермеймін мен саған эвтаназия дейді. Не үшін? Сен Құдай жарың салды ма, алсын енді өзі дейді. Соны Швейцарияға кетіп қалады, Швейцарияға барып өледі дейді. Сондықтан қазақы тәрбие деген нәрсемен ойнауға болмайды. Бұл ойнайтын күлетін зат емес. Оны түсініп отырмын, бірақ менің байқап отырғаным қазақы тәрбиенің өзінде жоғалтып алдық қой, ондай болса. Иә, енді алмай отыр ғой, қазақтардың өздері балдарын Назарбаев мектебіне беремін деп азынан кешке дейін күніге 150 есептен шығарып отыр. Қайда береді? Қайда апарады? Үйінде тәрбиелейді, міне. Шешесі айтады соны құлағына. Бесік жырын айтсын, менің балам осы ма, басында бақыт құсы ма, ғайып ерен 40 жылден бөбегімнің досы ма, менің балам Жүсіптей болар ма екен келбетті, ажарың айдай толсын деп, иллалла деп тербеттік. Ла илаха иллалла, иллаллада пайда бар. Мұхаммедтің үмбеті осындай бөбек қайда бар деп отырсын. Сонда Бейшенбаев шықпайды. Бұл өте элементарны қарапайым нәрсе бұлар. Бірақ істемейді. Бұның бәрі сенімге келіп тіреледі. Синтезизм деген сондай бәле, ғылымға табына береді адамдар. Прогресс деген сояқта деп ойлайды. Вау деп отыр мен іштей. Не деген керемет, сіздің айтып отырғаныңыз не деген керемет, тек қана ақпарат емес, бірақ шынымен жүрекке жететін, кәдімгідей сіз жаңағы ағамыз жайлы айтып отырғандай жұғатын нәрсе екен. Иә, міне жайлап. Мен сен подкастқа не үшін келуге келісім бердім? Мен миллион журналист шақырып отырмын мысалға. Ай, сол өзбек әлгі дертін соған жұқтырып кетейінші деп көремін. Рахмет аға, рахмет. Мен міндетті түрде өзіме де алып қалатын болдым, мына бір несін сатып аламын енді, әрине. Өзіңіз білесіз. Өзіңіз айттыңыз, қайда бар екенін сатып алуға болады екен. Мына діндеп кеттік, иә. Сізбен дін туралы сөйлеспесем болмайды, өйткені сіздің өміріңіздегі өте үлкен, әсіресе мына 2000-2010 жылдары өте маңызды бір дәуір болды. Қазір де әрине маңызды, бірақ бір сұхбатыңызда, сіз 17-ші жылға қателеспесем бір сұхбатыңызда, мен біреулер зікірші, сопы деп атаса, мен үшін зор абырой деп білем дедіңіз. Бірақ сопылықтан да, зікірші болғаныңыздан да көп зардап шеккен сияқтысыз. Былай бойын сұрақты. Біздің елімізде сопылар мен салафиттердің арасында бір кәдімгі қақтығыс болды. Менің түсінігім бойынша, қателесуім мүмкін, бірақ түсінігім бойынша салафиттер жеңді. Медиада да жеңді, саясатта да жеңді. Тіпті бір кездері Қазақстан арнасында армысыздар, кеш жарық, саламатсыз ба дегенді естімей кеттік. Тек қана ассалаумағалейкум болып кетті. Тек қана ассалаумағалейкум. Ол кезде кейбір енді белгілі адамдар басқарып жүрген кездері, сондай болып кетті. Шынымен сіз де солай ойлайсыз ба? Жеңді ма? Иә, жеңді деп есептеймін енді. Енді қоғамға біраз жерге үстемдік орнатты. Былай қазақтың өзінің ұлттық төл мәдениеті, руханияты гүлдеп кете алмады соның кесірінен. Себебі салафиттердің сенімі бойынша? Енді олардың өздерінің сенімі бойынша, енді біз таза дінді меңгереміз дағыны, тек Құранмен жүреміз дейді. Енді бұл ғылымда әбден зерттеліп тастаған нәрсе. Біз бұны Яссауи феномен деген кітап жазған кезде, оның ішінде бөлімде арнайы бір бөлім бар, ақыл рай және ақыл хадис деп. Бұны атам заманда бөліп жасап қойған өзі. Мына Хижаздан шыққан, Хижаз аймағы дейді, мына арабтар өзі тығыз отыратын Мекке, Мединаға жақын тараптағылар, бұлар өздерінің өткен тарихтарын онша жақтырмайды. Себебі пайғамбарге бұларды гүрілдетіп әлемдік өркениеттің көшіне ілестіріп жібергеннен кейін бұлар сол нүктеден таратып кетеді өздерін. Оның алдыңғыларында сүйенетін ештеңе жоқ. Көбісі енді тұрпайы, жабайы не болғаннан кейін ол жаққа кірмеуге тырысады, сол жерден бастап кетеді ғой. Сондықтан оларда ақлы хадис деп айтады. Яғни ақлы хадис деген сөз нұсқаумен жүретіндер деген сөз. Үйт біреу айтып отырмаса, адасып кетем деп қорқып тұратын нәрсе. Ал бұл Самарқан топырағына, Түркістан топырағына, түркілердің топырағына келіп түскен кезінде бұл жерде ақлы рай дейді. Рай деген негізі көру деген, яғни көңілдің көзімен көру, интеллекттің көзімен көру деген сөз ғой негізінде. Сонда ақлы рай деп отқандарды
Самарқанда отырған имам Матруди деп айтады оны. Олар тұрады дағы, тоқтай тұрыңдар дейді. Мына бізге келіп жатқан 1000 миллион ақпарат, пайғамбар үй деп айтты, пайғамбар бүй деп айтты деп жатсыңдар ғой. Біз соның бәрін біздің интеллектінің, мына ақылдың сүзгісінен өткіземіз, фильтрінен. Содан ақылдан өтіп, жүрекке қонымды болса аламыз. Ал өтпейтін болса, I'm sorry, біз ала алмаймыз бұны. Оны өздеріне қайтарып береміз. Natural selection. Natural selection болады ән жерін. Сондықтан да Түркістан топырағындағы ғұламалардың көп шығатыны, және бұрынғы сол Хиджаз топырағында шыққан, енді ояқта бәрі ақымақ емес қой, ояқта да ақыл райлар бар ғой, мысалға, интеллект өте күшті ғалымдар. Оларға қысымға ұшырайтындағына, сен өз бетінше үйтпе, ақылға үстемдік берме, адасып кетесің, сен жаңағы Аристотельдер сияқты болып қаласың жаңағы деген сияқты қысымға түседі да, тек хадисте айтты ма, бұлжытпай орында сен оған сұрақ қоятын болсаң, күмәнға түсесің деп, оның ішінде неше түрлі хадистерді қолдан шығара береді ғой, енді ол аят емес қой, мысалы Құранның аяты. Негізі анализге қарсы. Иә, анализге қарсы. Сондықтан бұл біздің топыраққа келген кезінде бізді жалпы ғалымдардың, енді мен соңына түсіп салынып зерттеген салам емес, бірақ ғалымдармен сөйлесіп көп тыңдадым осыны. Сонда айтады, Түркістан топырағындағы жалпы қазақтардың бұрынына қатты интеллектуал болған себебі әхлі рай, әхлі хадис екеуін қатар ұстап кете береді дейді. Яғни айтқан нақылы қонымды болса, дұрыс, жақсы нәрсе айтып отыр дейді, оны ала береді. Мысалға, қандай деп айтса болады, мысалға аш құрсақ жүрсең, көкірегіңнің көзін ашуға оңай болады деген сияқты нәрсе. Дұрыс айтып отыр. Мысалға, ақыл мен құлшылықты 1 сағат қылатын болсаң, 60 жыл ораза ұстағанмен 60 жыл құлшылық қылғанмен тең болады деп айтса, онда оны ала береді мысалға. Тіпті сондай аят болмаса да, дұрыс айтып отыр деген сияқты. Ал енді жаңағыдай практикалық тұрғыда зерттейді, өздері көреді. Иә, көреді. Оның практикалық жағдайын бөлек әңгіме. Содан бөлек, қалай деп айтсам екен, жаңа әйелдерді, балдардың құқығын таптап тастайтын жаңағыдай бір өте қауіпті қоғамның дамуын тежейтін хадистер алып келсе, айтады, кешіріп қоярсыз, мынауыңыз біздің көңіліміз, ақылымыз қабылдап тұрған жоқ. Және бұны аятпен де бекіте алмайсыздар сіздер, дейді, қайтарып береді. Сондықтан бұл жерден жаңағы салафизм неғып өтіп кетті деген кезінде, бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Мына жалпы ең ауыр жұмыс ол ойлану. Өзіңнің ойыңмен қорытып, бір нәрсенің соңына түсіп, бір сұрақтың жауабын шешу, және сол сұрақтың жауабын шешіп болғаннан кейін бір ақиқат жауап саған беріледі, бірақ ол жауапты тапқанға сен өкініп қаласың. Не үшін? Себебі ол статус-квоны құртады. Сенің әбден дағдыланып қалған, қалыптасып қалған бұрынғы ескі өміріңнің бәріне ол қайшы болып тұрады. Сосын сен бұрынғы надан ескі өміріңнің бәрін талқандап, ана өркениетке қарай жалғайтын жаңа жолға түсуің керек болады. Ал кімге ұнайды ол? Ұнамайды. Сөйтіп тұрған өзгеріс ешкімге ұнамайды. Иә, өзгеріс ешкімге ұнамайды. Сол кезде біреу келеді тағына, мәңгі өміріңнің мәселесін шешіп берейін ба, өлгеннен кейін жұмаққа кіргізіп берейін ба сен дейді. Иә, мына правиланы бұзбай орындасаң болды десең кете береді. Бұл тек бізге ғана тән емес. Бұл Европа түсіп қалған бұған. Мысалға, экзистенциализмде талдайды. Гитлердің артынан көп адам еріп кетті дейді. Себебі ана адамдар бұрынғы өзінің рухани фундаментінен айырылып, ғылымға сенеміз деп көкіректерді қуыс болып қалғаннан кейін позиция таңдау деген өте қиын. Әркім өзінің өмірінде ақиқат үшін күресу керек болып қалуы, мысалға, шындық позициясына тұру керек. Гитлер келеді тағына, бәрінің орнына мен өзім жауап беремін, уайымдамаңдар десе, ана жауапкершілік езіп тұрған адамды, ой, жақсы болды, мына біздің орнымызға жауап беретін адам табылды дейді да, жауапкершіліктің бәрін Гитлерге лақтырып жібереді да, соның нацистік партиясына кіріп кете береді ана жерден. Санаулы адам болады. Соңғы тобыр болып кеткендердің бәрін айландырған 4-5 жылдың ішінде бәрін жындап жіберді анау Гитлер. Сондықтан біздің заманымызда да ойлану деген өте қиын, өте ауыр жұмыс. Ол үшін сен терең ойлану үшін сен өзің ойлап қарашы. Сен тамақты тойып жемеуің керек. Ет тамақты сәл тежеп жеуің керек. Бөтен әйелдермен қоян қолтық араласудан сақтанып тұруың керексің. Бос сөз, бос әңгіме, бос күлкі, бұралқы сөз, анекдот бәрінен тыйылып тұрасың. Себебі оның бәрі адамның ойлану қабілетін тежейді. Сосын саған көрінген жерден тамақ жеме деп айтады. Көбіне шөп шалам, балық же деп айтады егер жейтін болсаң. Ал енді ол жерге келгеннен кейін елдің бәрі ол правиланың бәрімен жүру деген өте қиын мысалға. Сосын сондай бұл ойланудың жұмысы осындай болғаннан кейін айтады, ойланып қажет жоқ, адасып кетесің. Мен саған осындай түсінікті, өте негізі жеңіл, логикаға, ақылға сиятын бір әдіс беремін. Дегесін біздің халыққа өтетін себебі де сол. Енді бір шетінен қарап тұрсаң, мысалға бүйтіп контраргумент айтуға болады. Олар сен неменеге жамандап отырсың? Оның ішінде мынандай жақсы адамдар бар, ешкімге зияны жоқ, ешкімге не қылмайды, жақсы адамдарды білемін дейді. Бұған логотерапия оңдырмай соққы береді. Біріншіден, ар ұяты жеткіліксіз, өзінің ар ұятына сенімсіз, сөйлесе бірдеңені бүлдіретін, бір арсыз тірлікке араласып кетпейтініне өзіне өзі гарантия бере алмайтын адамдар діннен қорғанады. Яғни елді алдау үшін діннің, оны фарисейство деп айтады. Фарисейство? Фарисейство дейді. Фарисей типі. Ал енді
мына дінді ұстанып шынымен де жақсы адам болып, соны жүре беретін, қажылыққа барып келіп, қажы атанып, ораза ұстап алып, бір қайырымдылық бірдеңелерді жасап қойып, оны жұртқа көрсетіп, мобилограф шақырып, оны жұртқа жариялап отыратындарды, оны не дейді? Морально снотворный дейді оны. Яғни ар ұяттан ұйықтататын дәрі жасауға болмайды дейді. Моральдан ұйықтататын дәрі жасауға болмайды дейді. Енді себебі адамның ар ұяты адамдарға мүмкіндікті жіберме деп тұрады. Себебі мына әлем, тіршілік, ол мүмкіндіктер әлемі. Яғни бар болып көрінетін мүмкіндіктер, енді оны courage to be деп айтады. Бар болуға деген қайсарлық, бар болу үшін батырлық керек деген. Ал енді сен оған күреспейсің мына қазақ тілі үшін, сен күреспейсің мына қазақтың өнері үшін, сен күреспейсің мына ұлттық саясат үшін, сен күреспейсің егемендік үшін, сен айналайын, мен 5 уақыт намазымды үзбеймін, айналайын, мен қажылыққа 5 рет барып келген адаммын, айналайын, мен сәждеде жатқан адаммын. Сылтау бар. Миллион нәрсемен өзің жақсы адам екен саған 5 минутта дәлелдейді. Ол деген не деген сөз? Өзінің ішіндегі буырқанып жатқан ар ұяты көтеріліп, өсіп жүре бересің ба? Мүмкіндік жібермей жарып шықсайшы десе, тиіш отыр дейді да, тарс еткізіп бір құлшылық тастап жіберсе, тарс етіп оны ұйықтап қалады. Контраргумент. Сондықтан бұны логотерапия бытшысын шығарып талқандайды дағыны. Адамның ең биік дәрежесі қай жерде көрінеді? Self transcendence дейді. Яғни бір маңызды бір іске жұтылған кезінде өзіңді ұмытып кетуің керексің. Болды. Оп-оңай. Сондықтан Қазақстанда осы діннен өзінің ар ұятын ұйықтатып тастайтын дәрі жасап алады. Бұл сондықтан дінді ұстаған кезде оны моральный снотворный ретінде қолдануға болмайды. Ол Киркегардтардың да айтатын себебі ғой жаңағы, құлшылық ғибадат дейді, Құдайды таңғалдыру үшін жасалмайды дейді, адамның болмысын өзгертіп жіберу үшін жасалады дейді. Және олардың айтатындары сенің жүрегің әр кезде тірі болу керек, жанды болу керек, соғып тұру керек. Енді оның жүрегі соғып тұрған жоқ, оны дәлелдеу үшін ол Өзбек әлі сияқты мәдени майданда көріну керек. Сондықтан мен біреу айтса, менің жүрегімде иман бар, менің жүрегім тірі, соғып тұр десе, нәтижесі мәдени майданда көріну керек. Яғни ол бір құндылық өндіру керек. Шәкәрім сияқты, Абай сияқты, басқалар сияқты бір артында сөз қалу керек, бір іске араласу керек. Болмаса нақақ сотталып жатқан адамдардың правасын қорғап ол петицияға шығу керек. Сондай ең құрғанда ақбөкенге болысуың керексің. Түсінікті. Рахмет, көп рахмет. Өте біз тіпті бірді айтып бірге кетіп, сұрағымыздың қайда қалған таппай. Жоқ, барлығы әзірше барлық жоспар бойынша болды. Керемет, сіз бір сұхбатыңызда өзіңізде мен толық светский адаммын дедіңіз. Қазір тыңдап отырсам сіз әлі сопылықтасыз ба? Әлі өзіңізді соп деп санайсыз ба? Мен өзімді ешқашан соп деп санаған емеспін. Еш жерде мен соп деп жазған жоқпын. Мен сопмын деп мәлімдеген жоқпын. Бірақ біздің жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің зікір практикасын жасап отырғанымызды видеодан көрсетіп телевизорда насихаттағаннан кейін қоғам саған өз ярлык тағады. Мынау вахаб, мынау бірдеңе, сілдеңе, мынау софы деп ұрып қояды. Сосын сен олар тұрады, бұл софы ғой деп айта береді. Енді сен ол барлық адамға бар, тоқташ, кеш, бұл деген дұрыс емес, сен үйтіп айтпа деп ақталып отыратын болсаң, өзің масқара боласың. Айтасың, не деп атасаң о деп ата, бәрібір адамның кім екені өлгеннен кейін ғана барып шығады. Адамның болмысы өлгеннен кейін барып бетіне қалып шығады. Оған дейін адамның кім екенін біле алмайсың. Ол сәт, секунд сайын былай өзгеріп тұрған нәрсе. Сондықтан кімнің Сартрдың айтатын атақты афоризм сол existence precedes essence деп айтады. Адамның эссенциясы жоқ, алдында экзистенциясы жүреді. Өледі, эссенциясы бетіне қалып шығады. Сондықтан мен өлмейінше маған ешкім ештеңе деп айта алмайды. Негізінде. Оның бәрі әшейін бір қоғамдағы бір піш әңгіме, маңызы жоқ. Өзіңізден өстіп отырғанда сұрасам, өзіңізді қалай сипаттайсыз? Бүгін дінге келсек, діни адам деп айту үшін бір орта ғасырдағыдай сенің бір медресең болса, бір құлшылық ғибадат жасайтын сарайың болса, алдында сен бір мүриттерің отырса, сен күні Құрандағыдай азанда сағат 4-те 3-те тұрып алып, сахарда тұрып зікір салып отырсаң, сосын жаңағы құлшылық ғибадатыңды қылсаң, кешке шәкірттермен рухани сұхбат қылсаң, кешке күн батардан алдын 1 сағат тағы да ойбайлатып зікір салсаң, онда айтуға болады, мына адам сопылық ұстанып отыр деп. Біз үйіміздің бетін көрмейміз ғой осы. Офистің ішінде түнеп жатырмыз қазір. Азаннан кешке дейін деректерді жина, тарс жаз. Мен зікір салады деп айтады да мысалға. Ол зікір салу деген роскошь. Ол мүмкіндігің болса, жері болса, уақытың болса, сен сол кешке қонаққа шақырып алып кетіп, сен өлгенше тыңқитып ет бермесе, сол кезде сен оны жаңағы не қыласың, жейсің, саласың ол зікірді. Ал бұлай өте қиын. Мысалға мен кеше зорға деген уақыт тауып, сенің неге келетін кезінде кішкене бұлай бір ойымыз, жинақы, жүрегіміз тыңғылықты болсын деп 1 сағат жария зікір айтып келдім мен мысалға. Әрең дегенде. Арасынан уақыт тауып үйтпейтін болсам,
себебі біз ақпараттық ғасырда отырмыз, көрдің бе? Біз ақпараттық семіздік, жаңағы информационное ожирение дейді. Адам ютубты бірдеңе ашып қойсаң, рилстар сені миың толтырып жібереді. Қаласаң да, қаламасаң да ақпарат түседі. Сұхбатқа дайындаламын десем, өте қиын. Компьютерді аштың ба, браузерді аштың ба, болды, кеттің. Мына жаққа ілінесің, ана жаққа ілінесің. Сол сияқты мені қазір кеше Дулат Тастекеевке интервью бердім ба? Бүгін сенімен сұхбаттасып отырмын ба? Ертең сағат 9:30-да Нәрікбиге тағы сөйлеуім керек, 1,5 сағат. Кезекте тұрады. Одан кейін ана дөп сөзім бар, тағы тұр. Бәрі кезекке тұрып алған. Оның бәріне мен барып сөйлеп, осылай бір былай сөзіміз, ойымыз жүйелі шығу үшін мен не істеуім керек? Мына ішімдегі миыма, қоғамның тарапынан сырттан сығып, мен миыма кірген артық ақпараттың бәрін зікірмен шығарып тастауым керек. Ла илаха илlallah деп отыруым керек. Жақсы, сонда деколонизация жайлы мен сұрамай ақ қояйын. Дөп сөздің жігіттері міндетті түрде сұрайын. Жігіттер, сіздерге бұл тапсырма, бұл тақырып мен өтіп кете салайын. Бірақ мына жаңағы соплықты айтып кеттік. 2011 жыл ғой, қателеспесем, болған өте үлкен іс, қылмыстық іс, Исматулла Тақсыр, және де Саят Ибраев, Жадыра Сүлейменова, о кезде 4 айлық қана баласы бар, қолында, соған қарамастан қамауға алынды, сотталып кетті барлығы. Негізі қудаланды. Айтайын деп отырғаным сол ғой, соплар қудаланды. Өзімді сопы деп айтпаймын дедіңіз, ешқашан айтқан емеспін, бірақ бұл кісілерді танисыз. Танимын, жақсы араласып жүрдім ғой мен. Қалайша бұлар сотталды, қамалды, сіз танысаңыз да, аралассаңыз да құтылып кеттіңіз. Бұл қалай болды? Ол құтылып кеткенде сен әшейін тек зікірші болғаны үшін сен ұстап алып бытырлап соттай бермейді ол жерде. Ол жерде іс қозғау үшін бір жәбірленуші сен үстінен арыз жазу керек. Сол арыздың негізінде ұстайды. Ол арызды кім жазады? Ешкім жазбайды. Ол арызды бұл кісілер жаңағы подвалда 200 ба, 150 ма наркомандар ұстап отырған жоқ па? Ол наркомандардың бәрінің әке-шешесі шишкалар. Олар келеді айтады, мына бала енді әкесі өкіртіп, жаңағы ұрлаған ақшасын ана баласының аузына, қалтасына апарып салады, аппараттан барып наркотик көреді енді. Сосын барып анар қамайды. Ұстап отырған. Енді ол жер заңсыз. Бірақ алар ойбай өзіміз жаңағы қатырамыз дейді ғой енді. Сөйтіп екеуінің арасында келісім болып отырған кезде ол аратта аналардың шығарып алады тағыны, ал арыз жазсындар деген 26 ма адам мені қамады, ұрды, соқты деген олар арыз жазған. Енді аш ұстады, біреулер үйлендірді деді. Сондай енді жаза береді ғой шыққаннан кейін, енді ана қамаудан шыққаннан кейін не жазасың жаза береді ол. Жазбағандары да бар мысалға, әке-шеше жаздырмай қойғандары да бар. Сол сияқты сондай бір ерекс ырың-жырың болған ол жерде. Сондықтан сол арызда ана наркомандар кімнің атын атап түсін түстейді, соны барады да сіздің үстінен арыз түстеп ұстап алады әнжеден. Мен енді ол наркомандарға қатысым жоқ қой, мен өзі айдалада жүрген адаммын ғой. Телевидение жүрдім мен ол уақытта мысалға. Ол ана жақта, басқа жақта болып жатқан оқиғалар. Енді мен ол кезде аптасына 1 рет, 2 рет келіндер мына жерде сұхбат болады, зікір болады дейді. Мен барамын дағы зікірлеріне қатысам да, әңгімелерін тыңдап отырып кетіп қалам, болды. Ана шаруасында мен қатысым жоқ. Мен өзден барынша жаңағыдай құнарлы, құнды әңгімелер үйренуге, барынша даналық меңгеріп қалуға, бір жақсы өсиет тыңдап қалуға бар өнеріміз салдық енді сол кезде. Енді сол жемісін жеп отырмыз міне. Түрмеден шыққаннан кейін Исматулла Тақсырмен кездестіңіз ба? Так, бұл маңдай мәселе болсын. Қоғам білуі тиісті ақпараттар бар, және қоғам білмеуі тиісті ақпараттар бар. Себебі қоғам талқылауға тиіс негізгі ақпараттарды беріп, соны негізгі мәселе мына жерде тұр, мынаны талқылауға келіңдер демейтін болсаң, осындай жағы тек маған ғана қатысты, маған ғана қызық ақпараттарды шығара беретін болсаң, соны талқылап, соны шұқылайтындағына басқа жаққа кетіп қалады. Сондықтан бұл ақпараттарды өзіңе құлағыңа сыбырлап айтам. Жақсы. Ол жұртқа түкке де керегі жоқ. Мысалға бізді Қазақстан бір түкпірінде тыңдап отқан біреуге ол бәрібір де мен жолықпадым, айналайын, көкіректе қуыс толтыратын әңгімеңді айтшы дейді, болды. Керемет. Қабылдаймын жауабыңызды. Рахмет. Ондай болса мынандай сұрақ менен. Біздің жас көрермендеріміз үшін өткені соңғы кездері өзіңіз айтып отырыңыз, жаңа айттыңыз, дінге ұмтыламыз. Ол негізі ішкі біздің сондай қалай айтамын, біздің болмысымызға тән нәрсе. Іздейміз. Егерде сіз айтқанда pitеп қоймаса, бала кезімізде тек рационализм деп бізді үйретпесе, біз іздейміз. Онда тұрған бір жағымсыз нәрсе жоқ, ол керемет нәрсе. Бірақ соңғы кездері негізі бізде де, әлемде де теріс ағымдар өте көп. Қалай ажыратамыз? Осы жас Құдайды іздеп жүрген, Алланы іздеп жүрген жас жігіттеріміз, жас қыздарымыз қалай түсінеді? Мынау теріс ағым, мынау дұрыс ағым деп. Енді егер мұсылманшылықта болатын болса, ол енді оқып жатқан кезінде бұл мынандай бір нәрсені ескеру керек бұл жерде. Мысалы Құранда анық жазылып тұр да, мен ұлт пен ұлысты бір-біріне ұқсамайтын қылып, бір-бірін танысын деп ерекшелікпен жаратып қойғам дейді. Болды, бітті, осы бір аят саған жетеді.
яғни сенің мына ұлттық идентификацияң тіліңдегі, даусыңдағы, ұлттық музыкаңдағы, түріндегі, екпіндегі, киім кию үрдісіңдегі, әдет ғұрыптарындағы заттардың бәрі ол Құдайдан келген тағдыр деп есептеу керек негізінде. Егер мынау цитата. Бұл көрінбейтін болса, онда ол да өте қауіпті нәрсе. Онда сен Құдайдың әміріне қарсы шыққан болып шығасың. Егер өзіңнің жаңағыдай мәдени идентификацияң бәрін жойып, екінші бір ұлтқа жұтыламын деп, жұтылып та бітпейсің ол. Ортада не ар емес, не бер емес, гибрид болып тұрып қалады негізінде. Сондықтан мына дінге қызыққан адам өзінше жаңағы мен Құран оқимын анау болып шыққан кезінде бір нәрсені байқасын. Егер ол өзінің ұлттық мәдениетінен, ұлттық салт дәстүрінен, ұлттық әдебиетінен алшақтап әкетіп бара жатса, ана үйреніп отқан білім жайлап оны, онда ол адам өзінің адасқанын білу керек. Болды, бітті шаруа, мен уже манипуляцияға түсіп қалдым деп. Себебі бұл ұлттық жаңағы мысалға бір нәрсе айтайыншы, осы бір-біріне ұқсамасын, бір-бірін танысын деп әртүрлі жаратқан деген түсінбедім мен дедім де. Жаңағы тақсырға. Соны жаңағы Исматла тақсыр айтады. Ой, Шанжархан, соңында білмейсің бе деп қояды. Қараш, бұл жерде 15 адам отырмыз дейді. Қараш, бір-бірімізбен қалай сұхбаттасып бір-бірімізді танып отырмыз дейді. Ненің арқасы білесің бе дейді. Бір-бірімізге ұқсамайтындығының арқасында танып отырмыз дейді. Мынау отырған 20 адамның бәрін осы Тимурдың бейнесінде жаратып қойса дейді. Мынау Тимур ма, анау Тимур ма, анау Тимур ма, қайсысын білеміз? Тимур деп кімге қарап сөйлейміз біз дейді. Қарап, Тимурға түрінен қарап таныдым, киімге қарап, жүрісінде танып қоямыз. Мынау Тимурдың жүрісі болды. Әлі дейді, даусынан қарап таниды. Тимурдың дауысы мынау деп айтасың дейді. Сол сияқты бір-бірімізді танып қоян қолтық араласқан кезде осы ұлттық ерекшелік деген ол Құдайдың жаратып қойған нығмет деп айтады. Жалған дін осы сен ұлттық ерекшеліктерін бәрін талқандап жүреді. Жоюға тырысады. Жоюға тырысады. Адамдар есімдерін өзгертеді мысалға. Сондықтан бізге қазір келіп жатқан нәрселердің мен мысалы қанша рет айтамын. Әжептәуір қазақша есімдерінің бәрін бұзып қиратып, Расмина, Ясмина, Альбина, Алина, Айнара деп осындай бәрін орыс жаңағы мәдениеттен жеңілген, психологиялық тұрғыдан жеңілген, бәрін женский родқа подгон жасаған аттарының бәрін бұрынғы әдемі, көркем, Сақып Жамал, Жәмила деген сияқты жаңағыдай, Зәуре деген сияқты аттарды уже қоймай соған қарай кетіп бара жатыр. Енді бүйтіп кете беретін болса, енді бір 20 жылдан кейін не араб емес, не қазақ емес, бір түсініксіз баяғана Назарбаевтың қазақстанец деген ұлт жасаймын деген сияқты соның тағы бір түрі шығады енді ана жерде. Бұл бір. Екіншісі, мына жаңағы франклдардың, кімдердің, юнгтардың арасында айтыс тартыс болып отқан ғой кезінде. Мына өзі вообще адамның жаратылғандағы, адам болып жаратылудың хикметіне ең үлкен мұрат, енді ultimate meaning деп айтады бұны. Енді өмірдің мұраты деп аламыз біз бұны. Сол өмірдің мұраты деп алған кезінде, мысалға, юнгтың сәл қателескен жері self-actualization дейді. Яғни адам өзін актуализация жасау үшін. Бұны енді қазірлер жақсы көреді. Активизируйся деп жүрді, жаңағыдай сөйтіп Құранда. Соған келеді тағыны, Франкл айтады, жоқ, олай болмайды дейді. Self-transcendence дейді. Адам өзі ғайыпқа самғата алатын, өзі тылсымға ене алатын күші бар, оның сол патологты соны ұстау керек деп айтады негізінде. Ал егер сен бір дінді ұстап, ол сені жаңағыдай бір үлкен мәні, мағынасы қою бір қоғам үшін, адамзат үшін өте маңызды бір іске есіл дертің сол болып жұтылып кетуге сені үндемейтін болса, онда айтады, кешіріп қоярсыз, сіздің дініңіз сізді ешқайда да апармайды. Ол уже тупикке кетіп бара жатсыз деп ескертеді. Сондықтан да не үшін шәкәрімдер шыққан кезінде осы үлкен нені алады? Соларда бәрі айтады, мына діндегі мақсат адамның көкірек көзін ашып, мына ғайыптан келетін сәулені жүректеріңе сіңіріп, сосын тілден шығарып, айналаның бәрін жарықтандыру деп айтады. Егер айналаның бәрін жарықтандырып, осындай надандықтың бәрін талқандамайтын болсаңдар, онда сіздің дініңіз кешіріп қоярсыз. Бұл сізге бұл дүниеде, о дүниеде ешқандай пайда бермейді деп айтады. Жаңағы кімнің Киркегардтың айтып отқан, құлшылық ғибадат Құдайды таңғалдыру үшін жасалмайды, адамның болмысын self-transcendence сені ғайыпқа ату үшін жасалады дейді. Сондықтан ол қажылыққа бару да ол жаңағы ұйықтататын дәрі жасап алады дағыны. 2 рет барады, біреу тіпті 100 рет қажылыққа барып келіп, 100 рет қажылыққа барған тойлап, жұртты шақырып, кәдімгі той жасады мысалға. Соның бәрі біздің көңілімізді алаңдатады. Мынау басқа нәрсе, деп. Сондықтан хақ дінге келді деген кезінде тағы бір нәрсе бар, ол мына Құдайдың мұғжизасын дейді енді, айналасынан көріп тұру дейді жаңағыдай. Кез келген сәттен Құдайдың құдіретін көріп тұру, бірақ біздің адамдар ғылымға қатты сіңіп кеткен соншама өзінің тұла бойынан, айналасынан ешқандай да құдірет көрмейтін болып кеткен қазір. Әйтпесе, осы отырған отырыстың өзі екеуміздің бір-бірімізді көзімізден осыншама рең түстің бәрін ажыратып, бір-бірімізді танып, әсерлесіп отырғанымыздың өзі негізі бір Құдайдың мұғжизасы негізінде. Екеуміз екі регионда туып, екеуміз екі жақтан келіп, бір түнде бір өмір бақи бірге туып өскен адам ұқсап, әңгімеміз жарасып соғып отырмыз.
қалай мысалы осының бәрі уже монантропизм дейді, адамның бірлікке қарай ұмтылуы. Енді бұдан бөлек тағы бір нәрсесі бар. Енді бұны Морган Скоттбек жасайды, енді Different Ram деген кітабы бар, соның ішінде жасайды. Мына хақ дінді нені қалай айырам деп жатыр ғой, жаңа сұрағыңыздан шығып жатыр. Ол нағыз үмбеттік дейді да, нағыз діни жамағат құрылған кезде өрде инклюзив болады дейді. Яғни өрде сенің қатарыңа келіп отырған адамның сенің жынысың анандай, сен жалаң бассын, сен ана пәленшені мойындамайсың, сен түген шейхті алалаушылық жоқ. Құрып кет деп кеудесінен итермейді. Егер дейді, ол айтады, сөйтіп комьюнити болып үмбет болып отырған кезінде, мынау ана пәленше деген ұстазды мойындамайды, мынау ана жаңағы Тоқаевты жақтайды, мұнысы Назарбаев жақтайды, мына Нұр Отан бірдеңесін бәленше деп саяси көзқарасына, болмаса қаржылық қуатына қарап, жынысына қарап, қыздар отырмайды бұл жерде қуып жіберіп істейтін болса, мына мүгедек, ақшасы жоқ бірдеңеше. Қазір енді мен енді өзім көрген жоқпын, бірақ естім, кейбір жерлерде жаңағыдай діни нелерде жиналған кезінде екі қатыны барлар ғана өзіміз отырамыз, жаңағы бір әйелден артық алуға күші жетпейтіндер бізбен бірге отырмай-ақ қойсын. Оны эксклюзив деп айтады, яғни көкірегінен итеру. Сондықтан сол діни жамағатта мүше болып жүрген жігіттер егер сондай жерде бас қосқан кезде қандай да бір жаңағыдай жыныстық ерекшеліктеріне, саяси көзқарастарына, болмаса діни көзқарастарына, тағы да бір араласатын ортасына қатысты, үлкен кішісіне қатысты біреуді ана жерден итеріп, сен бізден емессің деп итеріп шығарып жіберіп әңгіме соғатын болса, өздерінше ол уақыт өте келе сектаға айналады, тағына бітеліп қалады, ана жерден сырттан кірмейді. Енді оны Скоттбек әдемі түсіндіреді. Бұл дейді кім? Скоттбек, Морган Скоттбек, сол айтып отқан. Ана кітабында айтады, The Road Less Traveled деген кітабы бар. Азғантай адам жүріп өтетін жол деген ғой, екінің бір дұқ жетпейді деген ғой. Бұл дейді, ондай жаңағы бітеліп қалған адамдар шөлмектің ішіне түсіп кетіп дейді, тар шөлмектің ішіне дейді. Өзінің өкпесінен шыққан көмір қышқыл газымен демалып тұрған адам сияқты уақыт өте келе ол өледі дейді. Себебі кислород келмейді оған сырттан дейді. Сондықтан вакуум. Вакуум. Анда комьюнити нағыз үмбеттік сипат алу үшін сен ана жерде отырған кезіңде ондай нәрсеге біреуді кімді қуып жіберсем екен жерінде отырмауың керексің де сен. Керісінше бәрі мейірім, махаббат, сыйластық, бір-бірін түсіну, толеранттылық деген сол жерде тұру керек. Ондай болса, біздің елге оралайықшы. Кеттік. Біздің елге оралып, сізден бір арман ба, болжам ба сұрасам, қайда барамыз, не боламыз, қандай боламыз, және де сіз қандай болғанымызды армандайсыз? Мен енді экономикалық қуат, анау-мынау деген нәрсеге онша қызықпаймын. Рухани әңгіме ғой бүгін. Бұл енді рухани әңгіме. Жалпы менің өзі бір арманым бар қазір. Арманым осы қазақ халқы өзінің жаңа ашаршылықтың кезінде, сосын репрессияның кезінде, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде, целина кезінде, қазақ мектептері жабылу кезінде, сосын соңғы тәуелсіз Қазақстанның 30 жыл ұрланып тоналатын кезінде көзден ғайып қылып жоғалтып алған, олардың жаңағыдай ғайыптық сипатын ашатын осындай рухани құндылықтардың бәрін жаппай меңгеріп, сіңіріп, қызығып, барлық мектепте осыны оқытса деген арманым бар. Және мен сол бағытта ғана күресіп жатырмын. Егер ғайыптан тайып, шынымен де мені жақтайтын, қолдайтын бір қолында билігі бар, тағы да бір құдіретті бір кісілер табылып көбейіп кетіп, барлық қазақ мектептерінде бұрынғы қазақы тәрбиені осындай классикалық жолмен, осындай академиямен синтезделген түрлерін осындай кітаптарды оқытып үйрететін болса, онда ол демді да, бір 5 жылда тарс етіп ана адамдар оянатын болса шыға келеді. Себебі мен өзім талай көрдім. Мысалға батылда жетіп, осы біздің жаңағы Әлди Непсқа дейінді салт дәстүр сөйлейтіні, ясауи феномен мектепке алып кіргізіп, белсенді және болмысты мысалға мектепте жаппай міндеттеп оқытып, одан емтихан алып, экософияны оқытқан мұғалімдерді білемін. Мысалға мына Шымкент облысының, Түркістан облысының Арыс ауданында Дермене деген совхозда мысалы бір мұғалім оқытып жатыр. Балдарымның бәрі 80-ші жылдардағы мынандай әдепті қазақтар, сапалы қазақтар қайтадан 1 жылдың ішінде пайда болды деп айтады. Бұл менің үмітімді оятады. Енді бір инцидент болды ма, болды, прецедент бар дегеннен кейін соған сүйеніп екіншісін істей беруге болады. Сондықтан Кierкегаард айтқан сияқты, қалай өмір сүреміз деген кезде, бірінші арттағы сүрген өмірімізге жақсылап үңіліп созерцание жасаймыз, зерттейміз. Ол жерден сүзіліп шыққан біздің бағымызды ашып, бақытымызды орнықты қылатын баянды құндылықтардың бәрін сұрыптап аламыз дағына, болды. Енді осыны келесі ұрпаққа аманаттаймыз деп бекейсің. Уэйл дейді ғой, воля, жерін бекітесің. Соның жолында күресіп кететін болсаң, күтпеген нәтиже шығуы мүмкін. Және мен мистикаға сенемін осы жерде. Егер осының жолында күресетін болсақ, ғайыптағы құдіретті күш ситуацияны біздің пайдамызға қарай өзгертіп жіберуі мүмкін деген. Мысалға, Қазақстан енді былтыр 2022 жылы пашақ-пашақшылып, езіліп, жаншылап, ОДК-ға кіріп кетті деп отырған кезінде, күтпеген тұстан Кремльдегі ана кісінің Украинаға кіріп кетіп, батпаққа балшыққа батып кетіп, басы бәлеге қалып, бізге қарауға шамасы келмей қалған сияқты. Ол да бір құдірет.
ол да бір мистика мен үшін. Сол мен өзім тәпсірлеп қоямын ғой, мен зікір салып соны Құдайдан сұрап едім, соны шарафат деп. Мысалы үшін. Сенің де солай айтуға хақың бар. Ол менің подкастымнан кейін что-то қазақ қоғамы жаңағыдай тез тіріліп ояна бастады. Оянып кетті деп па? Иә. Менің де бір жақсы себеп болды деген сияқты. Және солай айтуға сенің хақың бар. Ішіңе солай ойлап жүрсең егер. Саған шабыт ұстайды деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет. Бұл шынымен жаңа сіз айтып кеттіңіз, мен де сөйтіп ойлап отырған бірінші ғана сұхбатымыз болатын сияқты. Әрі қарай жалғастырамыз, кездесеміз. Мен айта кетейін, соңында мына 3 кітапты әрқайсысын емес, үшеуінде 3 жеңімпазымызға табыстайтын боламыз. Ол үшін қатысу үшін мына шығарылым астындағы комментарий секциясында сіздерге біріншіден бүгінгі әңгімемізден ең қатты ұнаған сәтті неге ұнаған жазу керексіз, ал екіншіден Санжар мырзаға келесі кітабын не туралы жазу керек екенін осындай бір фантазияңызға салып бізге ұсынсаңыз Санжар мырзаға. Ал сіз болсаңыз ең мықтыларынан 3-еуін таңдап бересіз. Уақытыңыз жетеді ма? Енді уақытым жетеді деп айта алмаймын. Енді маған қарағанда жаңағы Диастың қолы бостауда, сол Диас екеуін. Диастан сұраймыз, Диас, сен бір қарап шықшы деп, ұсыншы деп, 3 жеңімпазымызды таңдап береді. Шынымен қолым тимейді. Мен сенемін. Бір күнде 3-4 жерден қарашым. Қазір мына аграрный институтқа барып, сол жерден 2 сағат лекция оқып келе жатырмыз. Сол жерден мына жерге келдік қазір. Енді тағы да 99 адам тағы күтіп отыр мені. Иә, сенем. Оның үстіне одан кейін немесе оның алдында тағы зікір жасау керексіз, сондықтан керек емес. Зікірге кетуім керек. Диас жасай қойсын ондай болса. Көп рахмет. Жақсы, рахмет шақырғандарына. Соңғы сөзді бір ғана Толстойдың жақсы сөзімен аяқтаймыз. Саған рахмет айтып отқаным ғой. Люди любят нас не от того, что мы хорошие, это они способны нас любить дейді. Сондықтан сенің жүрегіңде осындай бір адамның бойындағы мынау бір дұрыс әңгіме ғой деп танитын көкірегіңде сәуле болғаннан кейін ғана махаббатпен мені шақырдың. Сондықтан саған рахмет. Жақсы, әкел қолды. Рахмет. Көп рахмет. Сізге де көп рахмет, көңілден шықты деп сенем. Ойлаймын, сондықтан да пікірлеріңізді жазыңыздар, қатысыңыздар және келесі аптада кездескенше сау болыңыздар.